Диго. Ойлашы, Алматыға ең басынан келгендеші, бәріміз келдік қой. Осы тірліктің бәрін бастап жүрген кезде құр донер жеудің өзі арман еді, білесің ба? Айтпашы. Қазір енді осы донердің абай осы шығарылымның демеушісі. Қалай уақыт деген, сол кезде бар ғой, брат, осы өз-өзімізге сенбегенде, келмегенде тура өйстіп отпайтын едік. Неге екен қиялданып отырсыңдар? Адам құсап тыныш отырып жейді да, қайда бірдеңе айтып. Просто қайдан шыққанымызды ұмытпайды деген ғой. Үнемі қарапайым болып, донер жеп жүре берейік. Иә. Салыстырып қойық. Сыр жобасы Айшолпанмен сіздің қалаңызда. Барлық ақпаратты төмендегі сілтеме арқылы біле аласыздар. Күтеміз. Күтесің ба? Мені күтесің ба? Баршаңызға сәлем, ұлдар, қыздар. Қайырлы күн, Алматы қалайсыздар? Қайырлы күн, келіңіз мына жерге, аға. Қош келіңіздер. Ауыз ашатын уақыт болды ма не? Отырамыз осылай. Бірден реклама алса керек. Ауыз ашатын уақытқа дейін көзіміз Шыдай тұрыңыз. Ауыз аштыруға жеткізбейді. Басталмай ойды бұзғандарың ше. Сендердің бұндайларың жаман екен. Именно, Жанболат ағаның түсіп қалғанын қарасашы, өстіп қинап, оразада отырғыз қойып, сіздің нәпсіңізбен қазір үлкен. Андай жоқ па, мен ерте бекіткем, ерте аша берсем. Сондай болмай тұр осы. Алдын айтқанда бүгін бекітпейтін едім деп отырсам. Так, қайырлы күн, ұлдар, қыздар, қош келдіңіздер, рахмет келгендеріңізге, күшті болып. Көп рахмет. Сізді күткендеріңізге рахмет, Как обычно, Жансаяны күттік. Мынау турецкий сериалдарға әйелі ұқсап киініп алып. Гүлшах дейтін апа отырым бар, құда түсіп келіп отырған. Сондай алтындармен сөйтіп отырып. Сіздердің алдарыңызда бүгін бізде қонақта, бізде жалпы өнер қырандарының әрбір мүшесін жеке-жеке шақыруға кәдімгідей өтініп сұрайды. Сіз комментарийді қарасаңыз, шынымен солай. Сол себепті бүгін сіз... 500 комментарийдің үшеуі сіз жел. Үшеуі? Шақыру керек болды. Бүгін қонақта белгілі актер, өнер қырандар театрының мүшесі, әзілкеш Жанболат аға Найзабеков. Біздің братан, өзіміздің братан. Продюсер ғой қазіргі таңда. Продюсер. Кешіріңізші, әнші десем. Жанболат аға Найзабеков. Жанболат аға Найзабеков ата демеген еме үшін. Жанболат аға Найзабеков. Жанболат аға Найзабеков ұлы демедім. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Рахмет келдіңіз. Қуаныштымыз күшті, әдемі жап-жарық екен мына жер. Қажет келіп отырмын. Біз сыр жобасы жайлы естідіңіз бе, көрдіңіз бе, білуіңіз бар ма? Жалпы естіп жүрмін, бірақ біздің бастық келіп кетті өте ме әйелімен. Сол қатты кетіп жатыр ғой что-то. Директорыңыз келіп кетті. Біздің директор қап-қара болса да грин флаг жинап кетті. Қап-қара түсін жасылға боядық, Әйтеуір ана аяқта ашып қалсаң да екеуі әйтеуір бүйтіп ұрып алады, соған қарағанда жақсы-ау деп қоямын. Енді жақсы ғой, екеуі жалпы үлгі алатын отбасылардың бірі ғой. Көп балалы ана мен әке бір театрда бірге жүрген керемет жандар. Үлгі алатын жандар. Біз де ол кісілерден үлгі аламыз. Сондықтан да ол кісілердің хит болатындай бар енді. Тек хит болмайды, біз жақта жаңағыдай. Біз пәтуа берушіміз ғой. Хейт болатындар да бар. Хейт болатындар бар, хит болатындар да бар. Хейт болып кетуі де мүмкін. Абайлап сөйледі отырсың. Біз кәдімгідей еговқа кіріп, біз тіркейміз таксың ред флагсын. Мына отбасы грин флаг. Сондай қайналып кеттік, өзіміз ондай жоқ еді. Білмеймін ғой, әйтеуір бізді көрген көрермендер сондай өздері тұжырым жасайды көбіне. Мынау сондай екен дейді.
бірақ иә сіз фанаттардан айырылып қалмайық. бүгін барынша иә өзіңіз көресіз ғой. Оның үстіне қазір келіншегіңіз жоқ, өзіңіз емін еркін не айтқыңыз келеді айта беріңіз. Ол кісіні жеке шақырып аламыз да қайттан тыңдаймыз десе. екі сұхбат беріп Дұрыс па дұрыс емес пе деп. Иә. Шын айтып жатырсыз ба? Ол кісінің осы жерде емес екендігін пайдаланып алсаңыз болады. Сонда бұл жерде қалай вайб? Семейный ма? жалпы әзіл ғой енді негізі махаббатқа қатысты тақырыптардың барлығын талқылаймыз, көзқарастар жаңағыдай әзіл форматында былай тұжырымдар, ойлар деген сияқты оқиғалар. Жалпы түбі әйтеуір познавательный ғой, бір танымды бірдеңке алып кетсе екен деген әзілден бөлек. Вот осы бағытта. Сіздің енді былай өмірде де білеміз, 5 бала шағаңыз бар, үлкен, жаңағыдай отбасысыздар. Жаңағы қызықты историяларыңызды көп білеміз, соның бәрін әйтеуір дәріптеп айтсаңыз деген ниет қой шақырып отқанымыз. Көрерменнің бәрі тек қана сізге келіп отырған бүгін. Біз Жансаян ғой. Жоқ, сіздікі аға сізге билет алып келіп отыр. Жансаянның армиясы деп аталмай ма? Жоқ, бұл кісілер жоқ, сізге арнайы билет алып келіп отыр. Қазір мен экранның ар жағында көріп отырған Мен көрермендер жақтырмайды бұлар, иә. ойлап отырған шығар. Ретлактың деймін. Бойдақсың ғой өйткен. Өз ойымды айтсам ретлактың бірге. Үйленбеген адамда өз ой бола ма не? Болды, грин болып жатыр әлі. Бастады, 1-0. Сағат грин. Гринмен келдік па бүгін? Иә, ақырындап. Ағаны көріп отырған YouTube көрермендер ойлап отырған шығар. Мынау не деген адам сыр туралы білмейтін деп көрмеген. Ол кісілер көріп бізде күтеді әр шығарылымды, мысалы әр қонақта. Сіз жаңа мынау қандай формат, мынау сондай дегенге. Енді мен сізді сөгіп жатқан жоқпын, уақытыңыз жоқ, әрине сіздің ондайды қарайтын. Бірақ мысалы мен өз басым біреудің бір нәрсе көрмегеніне қызығам. Андай айтады ғой, мынаны көрмеген көз іздеймін деген андай шутқаларда. Бірақ мен мысалы Гарри Поттердің барлық бөлімдерін көрмеген адамды қызығам. Мына кісі енді күшті нәрсе көрейін деп тұр ғой. Немесе сырдың мына шығарылымын көрейін деп тұрған мына кісі. Не оны енді өтірік көрдім деп айтуға болмайды ғой. Мысалға бірден сұрақ қалсаң білмей отырсың. Көрген қайда деген сияқты әңгіме ғой. Ол даже мен мынандай нәрсе енді бір той сапарымен Қостанайға барған кезде үлкен бір әнші ағаларымызбен бардық та. Сол кезде бір кісі Музартты танымай отырды. Музартты танымай отыр. Қазақ кісі ма? Мен әдейі істеп отырма дедім. Болады қандай өтірік мынау өзін көрсетіп қалу. Жоқ, шынымен Қазақ кісі. Қазақ. Көшіп келген шығар? Кто они деді. Кто они деп тұр ма? Қазақ бірақ ше. Қазақ деуге келмейді ғой. Музарт қой дедім ше. Майкл Джексон ғой дегенде айттым да. Сөйтсем, певцы деді. Болды әпше, тосын жасап деді. Сон сияқты нәрсе да, ол бір әдейі бір жоқ қазір Жансая саған жағу үшін көрдім, күшті деп айтуға болады, бірақ мен шынымен мадиярлардан кейін іздеп қарадым. Бірақ оның алдын енді сен инстаграмға нелерге салып жүрсің ғой, бүгін сыр жобасындамыз деп. Осындай проект бар екен білем жалпы. Бірақ бағана келіп сұрап атқанымыз сол, не жайлы айтамыз, сосын Мадиармен данадан кейін отбасылық әңгімелер, сондай бір познавательный күшті бір подкаст екен ғой деп өзім солай батып кеткенмін ше отырып. Ондай мағынада бір бопты. Біз мерекелі берекені 10 жасында көрдік қой брат. Тастамаймыз ғой. Тастамаймыз. Мой папа тигр бәрін көрген. Үйге барып жатып алып сырды көрем. Отчет жіберіңіз. Отчет жіберем, иә. Келіншегіңізбен көріңіз. Хоббиің не десе сыр көру деп айтады. Өзім сырға жатам бүгіннен бастап, сыр жеп отырып. Симпатияң қандай десе сырды. Басқа жерге барса сендер сырдың ана выпускын көрдіңдер ма деп жүр. Кім күшті келген байқайсыңдар ма деп. Есіңде ма сырда Жансая етіп еді ғой деп. Цитата қылып па? Әңгіменің бәрін содан шығарып отырамын десең. Бізде негізі енді бұл жобаға бойдақтар да көп келеді. Бірақ бойдақтардан көрі кейін кездері енді біз көрермендердің де ойына үңіліп, ол кісілер отбасылы адамдарды қазіргі таңда бір аға буын, орта буын, сол кісілерден шақырсаңыздар дегеннен кейін біз шақырамыз. Кейде енді әркім өз қалауымен жалғыз келіп жатады, немесе келіншегімен келісіп сөйлесіп көріп, ол кісілер бас тартып, Ғайсхан аға мысалы ол кісі жалғыз өзі келген болатын. Өйткені келіншегі сіз бара беріңіз деп айтқан екен. Біз негізі бірге шақыруға тырысамыз көбіне. Сұранып келген бе сонда? Сіз бара беріңіз деп айтты. Сіз сұранбай келдіңіз ғой, Жоқ. Міне red flag. Мен айтқан жоқпын деді. Айтқан жоқпын, мен жазып жібердім.
тез келем дедіңіз ба? Ағылшыншаға үлгерем. Бір жерге барып келем дедім. Жалпы сіздерде жаңа ғана айттыңыз, Жанболат ағаның келіншегі актриса, бірге оқыған, Дана әпкеміздің Құрбысы. жан құрбысы, иә? Құрбысы. Бірге оқыған болғанда менің первашым ғой. Аға деп жүр. О кісі Марат ағаның да Иә, шынымен солай болды. Аға қойсаңызшы. Мен 2006-да Жүргеновке оқуға түстім. 2005-те тапсырып түсе алмай 2006-да келіп қайтып түстім. Сонымен бірінші курс бітіріп 2007-де ол келді. Біздер уже екінші курспыз ғой. Балмұздақтарды құттықтаймыз. Бірінші курстарды жаңа пранкпен құттықтаймыз, театральный болғаннан кейін жаңа кіріп барып балаларына тиісіп. Сонымен біздер жаңа енді біз неде гамажбен жүреміз, андай лосинамен жүреміз, бүйтіп шығамыз ғой енді. Чешкимен жүреміз, бүйтіп қара футболкамен. Қандай универ дедіңіз? Қандай универ? Лосинамен жүреді. Жүргенов. Жүргенов. Бізде би деген сабақ бар. Батман тоңзю, фоңзю деген бірдеңелер істетеді. Цен движение, цен бой деген. Сол сабақтан шықтық, и аудиторияға айтқан кезде группаластар тұрды деп перваштарды құттықтаймыз қазір деді. Бұл не істейміз? Қолымыз қандай су шелек алып шашамыз перваштарға. Осыны құттықтау. Енді осылай құттықтаймыз. Біз кішкене 2006-да кезде дедофина деген нәрсе болды балаларға. құттықтаймыз. Бәрім. Сонымен аудиторияға кіріп бардық та, ағай, балаларыңыз что-то бірдеңе ғой деп әңгіме бастап кетті. Ерегісі аналар кішкене, жоқ біз ондай емеспіз деп не жатқан кезде, сонымен қалай сендер деп солға қараған кезде турецкий музыка қосылып кетті да уже. Дейтін жандай. Сіз лосинамен тұрсыз. Лосинамен тұрмын. Өмірім деп біреу көріп келген жоқ па? Өмірім. Сыртында шортигі бар бірақ. Шашыңыз ұзын емес па случайно? Мынау ғой. Беркут. Содан қарап, сол кезде өмірім деді. Ол Хайдарым деді. Сонымен енді бүйтіп просто көзқарас болды. Көзқарас болды да, шыққаннан кейін біздің группалас қыздарға айтасың ғой енді. Ана жақта қыздар екен. Қай жыл кім қайдан келген біліп берсеші деп. Сонымен столовыйда отырған кезде, Атыраудың қыздар екен деді. 3 подружка бірге жүреді. Үшеуі де Атыраудікі. Мен де Атыраудікімін ғой. Әлі лосинамен жүрсіз деп қоймасаң. Сосын столовыйға барған кезде, ой, бағана, Атыраудансыздар ма деп. Қайдан келдің? Біз Малайкеден бітіріп келдік. Рунгым ғой енді ол кезде. Рунгым деген не әңгіме? Нөл ғой романтика. Берішпін деп. Мен адаймын. Ағам болдыңыз ғой деді. Аға болдым сосын. Сразу френдзона атқы жерді ма? Бірден. Аға зона. Аға зона. Аға болып бастадық қой енді. Сосын ол кезде білесіздер ме, андай болды. Жігіттер подкаст жасаған кезде единица салып жіберетін еді. Ойбай, бұл қай заман? Тыйыммен қарасында номерлерін смс-пен жазып жібересің. Студентсің ғой, үйге хабарласарсың деп жазып жібересің. Бірақ оның мағынасы маған хабарлас деп тұр ғой, үйге емес. 500 единица саласың, ақшам жоқ болса. Нормально болса 1000 единица саласың. Ол 550 ба? Қанша теңге болатын еді? Бір сәл қымбат. 550 теңге. 550 теңге. Стипендия 6500 теңге аламыз. 6500 теңгенің 4000-нан киінем. Барахолкадан барып. 4000 теңге мен саған 1000 теңгеге шалбар алам. 1000 теңгеге аяқ киім алам. Ар жағында нәски, еще түсіріп жүріп куртка алып аласың ше. Сол кезде ақшаның құны бар. Не киім мынау? Не, қалайға Пиндодадан киінгенсіз? Жоқ, болашақ деген базардан барып киінетін біз. Тему ма? Болашақтан барып киінетін, 4000 теңгеге киінем. 2000 теңгені бүктеп портмонеға жолға салып қоям. 50 теңге ғой студенческий, 25 теңге болды. 25 теңге студенческий көрсетесінде, соны жолға салып қоясың. Сосын кішкірім тойға шығатынымыз бар, одан бір 10 000 теңге, айына, аптасына бит-бит тауып отыратын ақшаң бар, оны бит жинап жүресің да. Сөйтіп единица салып жібересің. Осын ол керек емес аға деп жазып жібересің. Қой, керек қой дейсің. В общем, ана единицаның цифры битіп жүреді екі ортада. Бірінші күн алмайды, екінші күн алады. Инсан қайдан өзіңіз ақшаны салып жібере ма? Салып жібереді. Ақшаны емес, ана цифрды салып жүреді. Тыйым единица салып көрмегенсің ба? Ана қырасың ғой. Есім шығып кетті ме? Қырғандағы сан бар ғой, бірнеше, мысалы 13 сан деген. Автомобиль шықпай ма? Жоқ, ТВ-бен күн айтып отырсың өзің. Ол емес па? Ол емес. Қырасың да ше, сандар шығады. Сол сандарды жіберген ғой. Актив.
сен осыны басып қоссаң қосылады, а ол кісі қоспай тұрып обратно жіберіп отыр ғой, өзіңіз салбаңыз деп сол цифрды. керек емес дейді, қырсығып тұр ғой енді. бұрын анау даладан қырылғандарды тауып тексеріп көретін едік қой. Тұсқала ма екен? білмеймін, біз жақсы тұрдық әйтеуір. Шын ба? Сосын бәлі үйленбей жүрген. Ана барахолкада қалай салатын еді, аға бірдеңе деп айтып жатыр ғой дейко. Таулинг. Таулинг дейтін, иә. Ол одан кейін шықты ғой. Кейін шықты ма? Терминал шықты одан. Тамам, Түсініп иә? отырсыңдар ма? Мына жақ вообще білмейді. Біз ары динозаврлар дәуірі болып отырмыз. Сондай заман болған. Динозавр болып көрініп отқан жоқпыз ба? Біздің заманымызға дейінгі. Таулинг деп. Мына жерде кураторларша мынау алғашқы адамдар деп. Біздің эрамызға дейін. От жағу жүреді. Жоқ, ана қырамыз дегеннің өзі қаншалықты былай ұстап. Сондай ғой енді. Сосын ол общагіде тұрды, жатақханада. Жатақханада тұрды. Бұл кезде 2-ші этажда қыз балалар тұрады. Біздер 3-ші этажда 310-да тұрдық. Мен общагіден шығып кеткем, квартирада тұрамыз. Балалар болып, ауылдың балаларымен бірігіп. Содан сентябрь, октябрь, ноябрь единица салып жүрдім. Аға болып, осыны жайлап, кішкене сезім ояна бастайды ғой енді. Бірақ бір минусы сабаққа әсер етеді екен ол. Ойын бәрін жақта да. Ау не істеп жатыр екен. Шыққасын немен барады екен общагаға деп ше. Ең қызығын айтайын. Енді ол қазір. Ол кезде енді шаш маңдай жаңа. Кринждің бастамалары. Сосын группаласым айттым да, сен айтшы что-то жігіті бар ма екен біліп берші дедім. Жігіті бар ма екен біліп берші. Маған ұнайды дедім. Сосын группаласым, Гүлназ деген группаласым. Общагіде бірге тұрамыз ғой, сұрайын деді. Келесің келіп, маған тарғылап күледі Гүлназ. Не болды десем, айтайын ба айтпайын ба дейді. Ең жаман нәрсе ғой. Айтсайшы, не істедің? Екеуміз сөйлесіп, жігіт жоқ екен деді. Қуанып кеттіңіз. Сосын, мен Жанболат саған ғашық болып қалды десем, кім? Ол урод қой деп Айтпай қою керек еді. Единсен бәрін қайтып ал. Тартып ал бәрін. урод қой деп айтты. Ана кісінің де несі күшті ұнап тұр. Айтайын ба, айтпайын ба. Мен көңіліме қарап тұр ғой. Айтқысы келіп тұр ғой, бірақ ол кісі негізі. Бұзын шының күйіп кетті. Единица салған жоқпын бір апта. Осын өзім тырыстым да, вообще жазбай да қалдым, хабарласпай қалдым. Өзім сондай болып қалды. Не ол видео айтты деген сияқты. Бай енді болып тұр ғой шындық. Сіз енді оған дейін де осылай бетіңізді қайтарған бет, біреу айтқан бет бетіңізге ондай нәрсені. Жоқ. Өз қатты сенімді болып жүрдіңіз, өзіңізге. Оған ешкіммен жүрмегенмін ғой. Бірінші алғашқы болып тұр ғой. Мектепте жүрдік қой. Мектептегі саналмайды. Мектептегі алғашқы махаббат қой андай, өтіп кететін нәрселер ғой бүйтіп. Сосын Алматыға келіп қой енді. Неге жүрмедім? Өйткені бізде андай болды да, ауылға 2005-те оқуға тапсырдым. Оқуға түсе алмай қалсаң, ауылға баруға бет жоқ ол кезде. Болды, сен уже ауылда, мынау Көшербайдың баласы оқуға түсе алмай келді. Абыройың жоқ ауылда. Мен ауылға барған жоқпын бір жыл. Қандамында қаңғып жүрдім. Сөйтіп қайтып келіп түстім. Қызбен жүретін уақыт болған жоқ былай айтқан кезде. Ақша таптық, тойға шықтық, кабакта істедік, музыкант болып. Сөйтіп енді келіп оқуға түсіп алғаннан кейін кішкене жайласып орналасқаннан кейін екінші курстен бөлек уақыт бар. Сол кезде енді ғашық бола бастаған кездер ғой. Сонымен жаңағыдай болды енді ол урод қой деп мен оған қарамаймын дегендей. Жарайды дедім. Сосын бір күн коридордан көріп қалдым да, сәлем дедім, привет деді. Нағып хабарласпай кеттің деді. Ехәне. Ішімнен урод қайда? Урод едім ғой. Нағып хабарласпай кеттің деді. Единсен бітіп қалды демедіңіз. Қолым тимей қалды. Дедім, оның үстіне аттестация жүріп жатыр, жаңа неге дайындалады, актерскіге дайындалады. Күшті нелер тауып атсыз ғой дейді. Осын обедчик дедім. Обедчик дедім, қалтама қарадым. Қалта завтрак деп тұр. Қалтамда 3000 теңге бар. Ол кезде обед ішетіндей ма? Иә. Егер Жүргеновтың столовыйдан ішсек, 1200 теңгеге ішеміз екеуміз. Ол жарайды, бірақ қағанатқа барайықшы деді. Ол кезде ол дейтін қағанат ресторан ол кезде. Біз сөйтіп түсіндіріп отырмыз қазір. Қағанат білет жарсыздар да? Жұмат деп ойлап қалуы мүмкін қазір.
Ол кезде премиум класс қой. Қағанат деген тайпа ма десе. Қағандыға ұқсап па? Түрік қағандыға. Иә, өттік деп. Түрік қағанаты ма десе. Сонымен айтайын қызығын. Астында күтем дедім. Бізде 12-ден 1-ге дейін обедтің уақыты бар дедім. Хорошо дедім. Сосын киім шықтым, астында күтіп тұрсам, 3 қыз болып шықты ғой. Мәссаған. Ема. Мида есептер кетеді. Тың минус плюс ред жоқ. Так. Бәріміз ба деді. Иә, құрбыларымды алып шықтым деді. Баспен ұрғың келді ғой дейді. Жарайды дедім. Аяқтан SMS кетті Сырымбетке. 2000 теңге ту. Қағанатқа бардық. Сырымбет аға өзі бір жерде әбет шығыпты. Біз бір-бірімізді ең группаласыз ғой, Сырымбет құдірет үшеуміз бір-біріміз неден шығарып жүреміз ситуациялардан. Сонымен Қағанатқа бардық. Еще бризоль алады ғой. Бризоль гарнирмен 1300 теңге тұрады. А біздің жеп жүргеніміз 5 штук манты 600 теңге тұрады. Біз тек манты жейміз коламен ше. Сөйтсек, біреу бризоль алды, екіншісі балық алды. Риспен ше. Енді атырау жақ. Күнде сондай жеп жүргенде Үшіншісі биф строган алды ше. Қағанаттың биф строган дәмді білем, бірақ Мына тағамдар сол кезде күшті болғанын таңғалдырып жатыр. Иә, қымбат тағамдар ғой енді. Жарайды дедім. Сөйтіп кетіп төлеп келген кезде аяқтан біреу келді 1000 теңге беріп кетті маған Сырымбеттен деп ше. Сонымен счет жаптым, полный жаптым сол ақшаға. Сөйтіп бәріміз тамақ ішіп алдық та ішке келдік. Сосын кешке немен қайтасың дедім. Сосын бірге қайтайық дедім. Хорошо деді. Бірге автобуспен қайттық бірақ. Бірге автобуспен қайтып сонымен бірінші семестр бітті, ауылға кетті. Мен қалдым жұмыс жасаймын деп. Ауылға кеткеннен кейін артынан 10 күннен кейін мен бардым ауылға. Ол кезде домашний телефон деген бар. Басқа қаладан басқа қалаға звондау үшін 8 дегенді қолданамыз. 8 дегенді қолданасың, сөйлесіп тастайсың үшін. Үйде бір апта болдым, бір аптада 8-ны 30 000 теңге шығарып кеткен ғой. Иә, ол қымбат шығады. Үйдегілер жанын шығаратын еді ол қымбат шықты. Түнімен мынау сен таста бірінші. Баламның атын деп. Сіздер ол кезде қыз бен жігіт болып жүресіздер ме? Жүрмейміз. Жай, иә, бір флирт. Әлі ағамын. Әлі ағасы. Урод ағасымын. Аға бүйтіп сөйлесіп жатыр. Сосын қашан қайтамыз? Алматыға қашан дедім. Білмеймін, папа билет алу керек деді. Сен билет ал да, алған билетің маған жер, мен соған қарап билет аламын дедім. Сосын үйленіп кеттік, айтпаймын. Болды. Сосын 2007-те ол түсті ғой енді. 2007-нің қысында папасы шығарып салды. Мен мына жақтан бірінші папасын шығарып салған күттім, пойызға мінген жоқпын, қарап тұрдым. Сосын ол шығарып, мен басқа вагоннан кіріп кеттім де, сосын тура сол купесінен екеумізді 2 астын алдық. 2 астын алдық. Ол кезде гитарам бар мен. Сағыныш сазым сен едің деп ше. Сен менің бақытымсың деген өлеңдер бар. Жалғыз айтуым керек болса да деп. Сонымен пойыз жүрді, пойызда келе жатырмыз. Рестораннан тамақ ішеміз, енді ауылдан шыққанда үйдегілер ақша береді, ақшаң бар ғой енді. Сонымен Шымкентке келіп Алматыға жақындағанда сөз салдым. Пойызда. Мәс. Жолаушының дұғасы қабыл ғой. Еще жоқ. Еще жоқ, қызы ойланам дейді ғой. Ойлашы, сен сөз салған адамның бетіңе қарап отырады. Бір күпеде ма? Тауық жайып отырасың. Сол үшін Шымкентке келгенде салдым да, тез жетеміз ғой жаңа. Шымкентке келгенде осылай жүре береміз ба дедім. Осылай жүре береміз ба, может жүріп көрерміз дедім. Қыз бен жігіт болып дедім. Ойланам деді. Жаман настроением түсіп кетті. Неге дедім мен? Ойланайын да енді деді. Бірден саған айта алмаймын ғой деді. Жоқ, мен ұнамайын ба дедім. Симпатия бар деді. Білмеймін, көрметіп бар қарай дедім. Құршыш, ойланайықшы деді. Давай дедім. Қайтып тырысып қалдым сосын. Барғанша. Артырып жатып алдым сөйтіп. Тамағын ішіп, үндемей ренжіп қалдың ба деді. Жоқ, нормально дедім. Сөйтіп енді январда келдік қой, келдік. Сонымен мен сөз салғанымды ұмытып кетіппін оған. Бір ай өтті, бір айдан өткеннен. Енді Редфлаттыққа жақын әңгіме, сөз салғанды ұмытқан жоқсыз. Үмітіңізді. Иә. Сонда айтады, сонда жауапсыз қызын. Сабақ басталып кетті ғой енді.
сосын сіз ана күдеріңізді үздіңіз, үмітіңізді үздіңіз деп айтасыз. иә күдерімді үзіп жүрмін ғой. Сосын сөйлеспей кеттіңіздер ма сонда барғаннан кейін? жоқ, сөйлестік, просто қалай болып қалды. Енді ойланамын деген соң өз жауабын айтатын шығар деп жүрмін. Сосын коридорда бір біз тойға шығатын хореограф қыздар болды. Солармен әңгіме айтып қаласың ғой, әңгіме айтып тұрған кезде қасымнан өтті, маған алып қарап кетті. Шыққаннан кейін тыныштық па дедім. Сен неге олармен сөйлесесің деді. Тұра бер, солармен сөйлесіп деген жоқ па? Тошничада. Мүмкін солармен билейтін шығарсың. Сен сөйлескенде бірге тойға шығып жүрген қыздар ғой, анау мынау деп айттым. Сөйлеспе деді. А че сен не өйтіп не қыласың десем, енді жүріп жатқан жоқпыз ба деді. Міне азамат. Қашан бері сонда жүріп Міне кеткенсіз? тұлға. Білмеймін ғой. Өз сөйтіп тұжырым шығара салады екен да ол. Сол сәттен ба? Сіз сөз салған сәттен ба? Ашандай құрсық қалатын нәрсе айтайын ба? Бір дайындалайық. Айтыңыз. Контактіде атыңды Жан деп жазып қойсам бола ма деді. Иман шақырыңдар. Сердечкісімен ше. Алдында артында ма? Ол кезде андай ғой, бір қызбен жүретін жігітте қасыңда Жан деп звондап жатса, анан көре алмай кетесің ше. Авторитет ондай. Ау Жан қазір шығып жатырмын деп. Мен қашан өйстіп айтамын деп ше. Сонымен Мен қашан білмеймін, өзің біл деді. Сөйтіп сонымен жазып қойдым. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 6 жыл жүрдік. 6 жыл жүрдік. Біраз километр ұрып тапсыру. Пробегті ұрдық. Пробег. 6 жыл жүрдік. 6 жылдың ішінде расставание деген болған жоқ. Серьезно? Да. Арада пауза ұстап қалу, ұрысып қалу деген нәрсе болған жоқ. Біз уже андай мен 3-ші курс, ол 2-ші курста уже екеуміз семья сияқты болып кеттік. Семья сияқты болып кеттік. Осын уже жайлап өзгере бастадық уже. Мен намаз оқығым келіп жүр дедім. Да, давай, сөйтсейші. Мен де оқығым келеді, бірақ үйдегілерден рұқсат, анау мынау қорқамын деген сияқты қылып ше. Сөйтіп екеуміз 2009-да бірге намаз бастадық. Сіз мәжбүрлеген жоқсыз. Иә, мен ретлак болып кетпеші. Ол айтты маған. Иә, ол мәжбүрледі ме сізді? Сондай болса. Кішкене өзгерейік деді. Бірақ енді міне Құдай тұр ғой, мен 6 жылдың ішінде вообще мен келіншегіме тиіспегенмін. Плане бірге қасына жатып ше, ондай болмаған. Міне тұлға. Міне. Мадияр ағадан жұлып алып сізге берейік деп тұрмыз медальді дейміз. Иә. Сосын мен бітірдім де, бітіргеннен кейін мен 1 жыл күтем дедім сені. Ол менен кейін бітіреді ғой. 1 жыл күтем дедім. 1 жыл күткеннен кейін оқуын бітірді. Сосын енді үйдегілер ауылға қайт деді ғой. Жұмыс жасайсың, театрға кіресің деді. Сосын мен айттым, некемізді қиып алайықшы дедім. Мен рұқсат алуым керек, ол болмайды деді. Енді қалайсың, кетіп қаласың ба ауылға, мені тастап кетесің ба дедім. Мен 6 жыл жүрдік. Уже былай айтқан кезде әйел мен күйеу сияқты болып қалдық. Жастарыңыз нешеде ол кезде? 23-24. Мен 24-темін, ол 23-те. Мен 23-темін, ол 22-де, 2011-де. Сосын мен жұмыс жасап жүрдім. Тойға шығам. 12 жастан бастап жүргенсіздер ма? Театр 18-19. 18-19, 20, 22, 23 тұрыс қалды. Примерно. Болды. Сонымен сөйтіп жүрген кезде үйленейік дедім. Сөз, в общем, предложение жасадым. Ойланам деді. Жоқ. Бір күні біз үйленіп алған жоқпыз ба? Ойланам деген жоқ деді. Братан. Ол салфетка беріңізші ма? Мен үйдегілердің разылығын алмаймын, мен шыға алмаймын деді. Сосын мен жалпы предложениеге дейін оны жұмысқа кіргізіп қойғам. Алматыда кетпеш үшін. Алып қалу керек болды да. Динар Адам деген продюсердің астына Зарина Карменге айтып, Зайка ханым жұлдыздарды проектке шақыратын қылып жұмысқа тұрғызып қойдым. 300 мың айлығы өзі біраз ақша. Ойбай. Сонымен жұмыс жасап қалды ол. Сөйтіп жүрген сосын айттым, үйленейік дедім. Сонымен жоқ, болмайды анау деп жүрді. Сосын семьясындағылармен жақсы араласам ғой, енді 6 жылдың ішінде танысып алдық қой. Сосын айтып жүрмін, үйленгім келіп жүр осындай деп. Енді
өйтіп созбасаңыздар сонда біраз жүріпсіңдер ғой деп сонымен 2012-де үйленеміз деп шештік. Үйлену отбасының тарапынан ақылдасылу керек болды, сол үшін жоқ деп отыр. Енді ондай басқа біреу жақсы көріп қалдым деген әңгіме. Иә. 6 жыл жүрдік қой енді. 6 жыл жүрген есін менің үйімдегілер бәрі біледі. Мен уже 2009-да 10-да таныстырып қойғам үйге апарып. Үйге апарып таныстырып қойдым. Біз неге келіп кетеді жаңа. Біздің папаң той болды, тойға келіп кетті. Сөйтіп үйдегілердің бәрі біледі. Ағам, жеңгем, іңкәр қайда деп бәрі сөйтіп сұрап жүрді. Іңкәр. Осыны 2012-де үйленетін болып барып ауылына сырға салдық. Кәдімгі дәстүр бойынша папам барып сырғасын салып, сол кезде әкемнің айтқаны бар. Әкем айтты, мен бір нәрсе айтайын деді. Енді болашақ балалардың тәрбиесі маған маңыздырақ деді. Сондықтан да Құда бір үйге бір әртіс болса қалай деді. Екеуі бірдей гастрол қолап кетсе қалай болады ертең. Мен просто осындай болады деген кезде іңкәрге айттым, іңкәр иә деді. Мен көнем деді. Өйткені іңкәрді түсінуге болады, өйткені 4 жыл театральный, 3 жыл малый академия актерский, 7 жыл оқыған ғой. Бірақ өзінен сұрап алдық осылай. Сөйтіп қойшы братан әйтпесе. Қиын болып баратсың. Заставлять етіп жоқ, мен сені шығармайын. Харам деген нәрсе болған жоқ ондай. Сосын жаңағы өз айтты, главный сен асырай алсаң болды деді. Сонымен үйлендік, бір себептен тойымыз кішкене болмай қалды. Одан кейін уже кішкентайлы болдық, Құда түстік, бет ашар тойымыз болды. Енді ол кездің бары жағдайға тірелетін кездер ғой. Сонымен Алматыға келдік. Алматыға келгеннен кейін қиындық басталды. Ақша жоқ, бұрынғыдай тегін общага жоқ, квартира жалдау керек болды. Ол кезде бір комнатный квартира 65 мың теңге. Ком услугасымен 70-80 мың теңгеге шығады. Бір орыстың үйін жалдап тұрдық сол жерде. Мен келіншегім аяғы ауыр, үлкен қызыма. Мен келіншегім андай памперстердің штрих-кодтарын кесіп жинайды. Өйткені сол кезде памперстің акциялар болды. Инде шығып қойма деп. Жоқ ана. Өткізесің, иә? Бір 100 штугында лотереяның ішінен көлік ойнатылады, ана ойнатылады, мына ойнатылады деп, сөйтіп бір ақшадан қысылып квартира төлей алмай жүрдім мен. Бірақ айтпаймын енді, анда-мында астымда механика Галант, Mitsubishi Галант деген машина болды. Бір күн жүреді, 2 күн тұрады ше. Кешке таксовать етем. Бір 5 мың теңге болса да квартираға бірдеңе табайын деп, 2012 жылғы. Соны таксовать етіп келем, іңкәр енді аяғы ауыр, токсикоз, ананы жегім келеді, мынаны жегім келеді дейді, шама келген шамамыз, соны бір күн жан деп звондайды әбетте. Не болды десем, памперстен $1000 ұтып алдым дейді ғой. Ол кезде $1000 курс 140. 140 мың теңге. Сен жан давай сразу 2 айдың квартирасын төлеп тастайық деді. Әметім біреуге бере саламыз ба? Енді сен қиналмас үшін кішкене ақшаны жинап не алмайсың ба деп. Жоқ, лучше давай осыған кішкене машинаның үстіне ақша қосып машина алайық дедім. Соны памперстің ақшасына барып Қырғызстаннан машиналар келіп енді бастап жатқан кез свежий Nissan Primera деген машина алып келдім. Қызымның ақшасы, памперстің ақшасы ғой. Өлмей айтам, үлкен қызым маған машина мінгізген деп айтам ғой қазір. Сөйтіп 12-ден бастап 17-ге дейін квартирада тұрдық қой. 5 жыл біреуді асырадық қой, былай айтқан кезде. Бірінші қызым ауылда босанды, үлкен қызымды мен гастрольге кетіп қалдым. Қасында бола алмадым. Осы кішкене менің жаныма батты. Енді балалар өнер қырандар гастроль қойып қойған бірінші гастроліміз. Бірінші гастроль үйті адам жиналмайды. Ешкім танымайды әлі бізді. Алдың бағдарламаны айттым ғой, жаңа Атырауға барып 10 адамға концерт бердік. 10 адам өлді. Қапшағайда 3 адамға концерт қойдық. Үйіне бара салсаңыздар болады екен ғой. Нарынқол, Кеген бәрін аралап келдік те, адам басына 3,5 мың теңгеден ақша алдық. 3,5 мың теңгеден. Ол кездер состояние андай болып, басқа жаққа қарай кетсем ба. Мені Атырау театры, Павлодар театры шақырды, 300 мың айлыққа. Істеймін мен. Осы Мадира чектер сабыр қылайық деді. Нәрсе оңаймен келмейді ғой еш нәрсе. Егерде қазір біз беріліп қойсақ, онда
КВНнен бері жүргеніміз қайда қалды, біз чемпион болдық, бүйттік сөйтіп бір нәрселер істейміз дедік қой деп. Содан жаңа Москваға предложение түсті өнер қырандарына. Олар нормально ақша беретін болды. Сонымен іңкәр босанды ауылда. Мен концерттің бәрін тастап ауылға бардым. Жылады, неге болмадың? Мен қиналдым ғой, бірінші бала осындай. Мен кешірсем дедім, солай болып қалды, қайтем. Болды енді. Мен келесі балалар мен босанбаймын ауылда деді. Болды. Енді үлкен бірінші қыз болғаннан кейін атасы мен әжесінің қасында болсыншы. Енді қазақи тәрбие сол ғой бізде. Бірінші бала ата әжесіне деген сияқты нәрсе. Деді, бірақ ойландым да, мама папа дедім, өзіңіз білесіздер ғой дедім, осының менің алдымдағы балалардың бәрі кемпір шалдың қолында өскен. Кемпір шалдың қолында өскен адам өзінің әке-шешесін признавать етпейді. Менің әке-шешемді атымен атаған кезде мен жүрегім ауырады. Қарлығаш көшірбай деген кезде мен ағаларым ше. Мен ағам сондай. Иә. Туған ағам. Даже деймін, әке-шешем ғой, жоқ, менің әке-шешем өліп қалған дейді. Үлкен болса да қабылдамайды. Қабылдамайды. Біздің үйдің үлкені 50-ден асты мысалы. Үлкейген сайын қиын болады ғой қабылдау. Қиын ол. Мүмкін емес Ол тіпті. дұрыс емес негізі. Аға апа деп үйреттік. Аға апа деп айтында, тәте деп сөйтіп айтып кетті. Мен мама папа дедім. Мен мама папа деп айттым. Осын немере сіздердікі, бірақ сіздерді ата әже деп үйретем дедім. Өйткені әке-шешесі біз ғой дедім. Ренжімеңіздерші дедім. Ертең өткен бала өскеннен кейін бізге әке-шешесі ретінде қарамаса қиын ғой дедім. Әкем кішкене неғып қалды. Сосын артынан көнді. Сонымен баланы алып Алматыға келдік, квартираға келдік қайтадан. Сонымен өміріміз жалғаса берді. Сонымен басқа үлкенде квартираға көштік. Тағы да мысалы 30 квадраттан 45-ке көштік деген сияқты. Тағы біреуді асырайық деп. Ол 75 мың 80 мың болды. Сөйтіп жүрген кезде қызым бірден асты, садикке барды. Одан екінші қызымды көтерді. Мен мына нәрсені айтқым келеді да, әр бала өзінің нәсібімен келеді. Медина қалай дүниеге келді, жұмыстары аяққа тұрып, $1000 Хаггистен түсті, памперстен. Одан кейін проекттер келе бастады. Екінші қызымда мен тойға шыға бастадым, тамад болып, оған еш шықпаған мен. Уже ответственность көбейе бастады да. Сөйтіп екінші қызым босанды Алматыда, ол кезде болдым. Екінші қызым босанып, дүниеге келгеннен кейін баланың нәсібі қандай, мен жер алдым. Үй салайық деп. Үй салайық, өзіміз олайық біреудің үйіне қаншаман кезде тұрамыз деп. Содан уже үшінші қызды босанғанға дейін мен үйге кіріп алдым. Үйді бітіріп, облыстан жер алып, өзіміздің үйіміз болсын деп. Сол жақта тұрып, 3 қыздан кейін 4-шін көтерді. 4-шін көтерді де, енді бір бай айтқан кезде адам сенгіз нәрсе ғой енді, бірақ қыз деді 4-ші. Адам сенеді ол? Қыз ал деді ше, 4-ші де қыз деді. Иә. Сосын бір адам сенгіз нәрсе болды деп айтайын деп отырмын. Бәсе түсінемін. Әйелімді алдым да умраға кетіп қалдым. Умраға кетіп қалдым. Босанар алдында кішкене жеңіл босансын, зәм-зәм ішкізейін, дұға қылайық деп. Енді кішкене ақшада түсіп атқан кездер ғой, театрмен жай жұмыс болып. Сонымен сол жаққа бардық, дұғамыз жасап, келгеннен кейін ораза басталды. Рамазан айы. Оразада жұма күні қадір түні әйелім босанды. Күшті ғой. Ол босанды. Қыз деп айтты. Иә. Осын енді акушер айтты, ондай нәрселер болады ғой, явлениелер дейді. Біз енді может бала былай жатып қалған кезде көрген шығармыз ғой, бірақ сізде ұл деді. Мен мешітте отқам. Ана состояние, ана бір ауылда бір гүл суаратын кезде, ар жақта шлангын босатқан кезде шлангын бойымен бүйтіп су келеді ғой. Иә. Жас мына жақтан келді ғой. Ана ұл деген кезде ше. Ой, қыз деп еді ғой деймін, жоқ сізде ұл деп. Сонымен жаңа ұстазға айтып отырмын ғой, Алланың қалауымен ұлды болдым деп. Рамазан айында жұма күні қадір түні босанып тұр ғой келіншегіңіз деді. Иә деп едім. Ол ерекше бала болады деді. Аллаға шүкір, ерекше болады ол балаңыз деп. Сонымен алып больницаға барып, ұлымды көріп. Сонымен больницадан шығарып алдық. Уже ұл босанды. Жер үйден
квартира көшу керек болды. Мен гастрольде көп боламын. Бір Ол өзіме. жаңағы салып тастаған үйіңіз ба уже? Иә. Бір өзімен 4 баламен жер үйде тұру қиын. Сосын жер үй болғаннан кейін ұры-қары деген нәрсе бар. Айналамыз новостройка болып атты. Қорықтық кішкене. Сонымен сөйтіп жүріп Алматы орталыққа қарай көшіп келдік. Орталыққа қарай көшіп келгеннен кейін сөйтіп Алланың қалауымен 5-ші күн көтерді. Карантиннен кейін. Сөйтіп 4-ші жылдың атын Аңсар деп қойдық 3 қыздан кейін. Ол енді 3 қыздан кейін қойды білмей өскен ол кішкене тентектеу. Сөйтіп 5-ші жылды Мұхаммед деп қойдық. 3 қыз 2 ұл. Ұлым жас жарымда, кішісі. Мысалы сонымен қазір 5 баланың Қазір 5 ата-анасы баланың ата-анасымыз, үлкен қызым 14-ке келеді. Қазір үлкен қызым андай состояниеде жүр. Достали. Вы ни о чем Месите. Возраст переход ма? Иә. Оған ештеңе демейміз. Басымыз бәлеге қалады бірдеңе. Қызым, нанға барып кел, щас. Жарты сағаттай. Магазинге барып келдің бе? Жоқ, щас. айттым ғой. Айттым ғой. Болды ма? Пап, айтсаңызшы. Пап, карта қайда тұр, маған ақша керек. Үлкен қыз. Сізбен бірге тиктокқа түсетін, иә? Жоқ, ол екіншісі. Ол екінші қызым маған тартқан. Мен оған басында айтқам, сен өнер жолына қалай жалпы десем, білмеймін әке енді, бірақ хочется деп тұрған. Түскім кеп тұршы еді. Сондай бір екінші қызым маған тартқан. Пысықтық жағынан, жаңа кішкене сөз саптау жағынан, адамға сөйлеу жағынан шағып сөйлейді. Тиісіп сөйлейді. Бірдеңе етсең, десең мә деп тұр да. Бірақ 3 қызым 3 түрлі. Мына нәрсе де бар екен ғой жалпы. Мына адам кішкентай дүниеге келген кезде кіндік әке таңдайды ғой. Сол кіндік әке тартады екен жалпы. келем екен. Тартады екен. Кімдікі кім біз танитын, айтыңызшы. Жоқ, сіз танитындар жоқ десең. Менің бірінші қызымның кіндік әкесі туған ағам. Менің туған ағам эгоист. Уверена ма? Смело. Өзіне. Атасы мен апасын өзінің мама папасы қылып алған ғой. Иә. Мен қызым сондай. Өзін ойлап тұрады. Мен мысалы, оны былай тексерем. Ортаншы қызыма ақша берем ғой, мысалы 20 мың теңге берсем, өзінде 2 мың теңге қалады. Неге десем, апатайға бердім. Сіңіліме бердім, бауырым емес па? Сосын 2 немен де бердім. Дейді, 20 мың теңгені үлкен қызға берсең, 15 минуттайын ақшанға десең, менде тұр 20 мың. Неге? Золотое яблокоға барам. Вот сондай нәрсе адам тартады екен. Жаңа екінші қызым айтып отырмын ғой, бәрін таратып тастайды деп, ол Талғат деген ағам бар да тоже. Ол кісі сондай. Айналасын ойлап. Қолашық ақ көңілі. Қолашық. Үшінші қызым Ниет дейтін досым. Ниет дейтін досым. Бой кішкентай, аяғының размері де кішкентай да. Қызым кішкентай болып қалды. Ұлым колобок қой. Осырып кекіріп жүре береді. Тура колобок. Жүрісі, тұрысы артық кетіп жатқан жүрісіне дейін қараймын. Иә. Істемеш колобок құсап деймін ғой. Сол нәрсе рас екен. Кіндік әкеге тартады. Мен көзім жетті осы нәрсеге. Өйткені менің айналамда да 1-2 адам бар да, жаңа өзімнің інім бар, бір жеңгеміз бар. Жеңгем вообще үндемейтін жеңгем бар менің. Аузынан сөз сатып алмайсың ше. Шайын құяды. Жақсы. Артық сөйлемейді. Інім студияда аранжировка жасайды. Артық сөйлемейді вообще. Аранжировка не болды? Ертең кешке бітеді. Срочно ма? Үйдегілер қалай? Жақсы. Сізге сұрақ қоймай ма? Сіздің сұрағыңыз бітіп қалады уже. Өзіңіз деген әңгіме жоқ. Кері байланыс жоқ. Ақшаң бар ма? Бар. Енді дауыс жазуға қашан келейік? Айтам өзім. Тура осылай. Сон мен өзімнің жалпы түйген ойым, біз енді қазақ өзі ырымшыл халық қой. Біз енді қазақ дейтін тектік, шынымен текті ырымшыл мықты халық.
осы нәрсенің бәрін біздің ата бабаларымыз мысалы тұсау кесу. Мен екінші қызымның тұсауын өзім ұстазға имамға кестірттім да, Таугүл мешітінің Орынбасар деген ұстазымыз бар, сол кісіге кестірткен кезде, мен сүрінчек болғам деді. Мен екінші қызым солай өсті ғой. Жерден таяқ жеп Сүрінчек болып жерден таяқ жеп. Оның бәрі сондықтан құрдан құр емес. Біздің қазақтың ырымдайтыны, ала жіппен кес, тоқшекпен кес, анамен кес, келіннің бетін ашқанда былай ашу керек, анам бүйту керек деген нәрсеге адам өзі өмірінен сабақ алып соған көз жеткеннен кейін жылдар бойы тәжірибемен келген ата бабаларымыз қандай текті болған дейсің сол кезде. Негізі мама папаларымыз да айтып жүреді ғой, білмеймін мынаны кімге тартқан, әкесі де ондай емес, шешесі де ондай емес, кімнің әке шешесіне тартып кеткен деп мысалы бізде үйде қойтады. Иә, не нағашыларына болды. Негізі шынымен ұқсастық бар сияқты ол жағынан. Ағам приколды өлтіреді де, енді туған ағам ше мана айтып отқан. Сол үйде жиендер келеді ғой. Жиен бірдеңе десе, өй сүмсік нағашыларына тартқан. Мен екен ғой нағашысы. соны тығып отыра ма? Сөйтіп тығып отырады. Біз айтыр. Бит анда тартқан, мында тартқан деп, бірақ сол кіндік әкеге тартатынына көзім жетті. Мен мысалы өз балам өзім кессем бола ма, өзіме тартсын деп? Кіндігін негізі өзі қазір көп жерде былай да әке, кіндік әке де өзім бола. Кіндігін өзі кезет партнерский роды дегендер бар екен ғой. Кірет дейтін нәрсе. Енді кіндік әкесі өзім болам демей-ақ кесесің болды. Біздің кезде ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Жан босанғанда менің қасыма кірші дегендер болған жоқ. Дико кіреді деп сөйтіп отырса. Кіреді ма? Кіреді ол деп екіншісіне деп елдің көзінше өзі. Алла жасап бұйыртып жатса, сендер де енді үбірлі-шүбірлі болатсыңдар. Бір ұл болса мен кесейін біреуін. Ойланам. Үйде қырылып отырасың. Поведениеңе қарай. Әке дегенде кесу керек па барып? Жоқ, енді арымдайды. Ой, әйтпесе. Кіндік әке жүрмейді сен енді. Жансая қарап тұрған жоқ. Қайда? Ауру. Басқа қақпайды осының. Жоқ, негізі бар ғой. Бүкіл акушерлер баланың кіндігін өзі кеседі ғой. Бәрі өзі. Солады кесін, Просто ырымдайды. Бәле. Бетінен кесіп, кіндік ұзын болып шықса. Бала айтып отыр да, просто өзім кесе берсем бола ма деп. А может бұл да біреуге бар. Жақтан кесей, бала жақтан кесіп садың ғой деп. Бабычығы байлап қойса. Қайсым жауырмен кем. Кәдімгідей ассалаумағалейкум. Жылап бұл сөйтсе. Открытие жаз. Кесетін жер қай жерде деп па? Ашылуы фото тұруыныш. Туған күнімен жаным. Апа, өртіңіз атсын. Пап, өртіңіз атсын. Үй немерем, туған күніңмен. Пападан басқамыздың бәріміз мүшел жасты екеміз. Мен екінші қызды босанатын кезде роддомға кіргем. Роддомға келіншегім алып баратқан кезде қасына бірге кіргем ше. Сөйтіп, босанатын отделение қарай кіргізді ға жағында. Сөйтсем, әйел адамдар доптың үстінде. И біреу а жақта подоконниктің анда. Біреу ән жерде, ё-моё дедім мен. Жан, сен кіре бер, жан. Кетпе деді. Жоқ, кет. Үш жердем дедім. Bir кезде а жақта, ёп, бірдеңе! Вот, машинада отыр ғой. Папа кіргізіп жібердің қазір. Шыдай алмадым мен. Иә, қиын. Ойбай, мен вот ананы көрген еркек бар ғой. Шынымен әйелін сыйлап кетесің анадан кейін. Адамнан адам шығу оңай емес. Ой. Адамға адам салу оңай. Кейбір әйелдер айтады екен ғой. Енді саған жоласам ба деп жүр. Кәдімгі боқтайды бұшты қылып. Бар екен еркек. Иә, қатты. Енді ол жердің моменті. Иә. Өздерің кайф үшін нетіп алады сосын барып. Ана шығарып алады ғой ішіндегісін. Нельзя так. Кім бірінші себепкер оған? Сол үшін мен саған айтайын ба? Жоқ, сол үшін баласымен ал. Болады. Мә сөйтіп, сіздер қазір 5 баланың ата-анасы болып, әп-әдемі болып. Отбасыға айналдық қазір. Балаларың өскен сайын өзіңнің қартайғанын сезінесің. Уақыттың жайлап өтіп баратқанын сезінесің. Бірақ соның өз бақыт деп ойлаймын. Үйге кірген кезде, есікті ашқан кезде, шобырап «Папа!» деп бесеуі шыққан кезде же, адам шынымен шаршағанын ұмытады.
терапия ма Иә, негізі? сосын мен жалпы мына өзім басымнан өткен нәрсе, үйге кірген кезде қанша шаршап келсең де қабақ түйіп кірмеу керек екен. Қалай кіресің, үйдегі состояние солай кетеді ары қарай. иә Иә, шаршап кеттім, пробка десең, әйелің, онда тамағыңды ішіп ал. Папа, келдіңіз ба? Иә. Болды. Осылай тамақ ішесің де, осылай ұйықтап қаласың. А үйге кіресің, ей, қайдасыңдар дегенде ар жақтан папа деп шығады ғой, уже ары қарай жан тамақ пісіріп қойдың. Осы состояние болады ары қарай. иә Иә. Сондықтан үйдегі состояниеінде, өйткені үйдің берекесін келтіріп отқан әйел адам не дегенмен де біз еркектер түздеміз ғой. Біз жаңа ақша табамыз, не қыламыз. Үйдегі состояние, үйге кірген кезде бір асылып жатқан еттің иісі шығып тұрса, ар жақта бір күшті музыка балапаннан синий трактор жүріп жатса, оның бәрі саған келген кезде уже еңбектеп кішкентай балаң келе жатса, сен ана проблемаң сыртта қалады. Ақша түсіп жатса. Иә, есіктің сыртында қалады проблемаң. Даже ақшада кішкене маңызсыз болып қалады. Негізі. Иә, ладно, ол проблемамды шешіп алармын дейсің де. Біз шыны керек 12 айдың жартысы гастрольдеміз ғой. 12 айдың жартысы гастрольде. Жаңа әйеліңіз неге көрінбейді дегеннің жауабы да бар. Менің келіншегім 5 баланы тасимын деп үлгермейді еш нәрсеге. мектепке балабақшаға Иә, жиналысы бар. Каждый мейрам бар. Мен үлгерсем мен барам, үлгермесем основной со мамасы жүреді. Бірақ ана күні бір нәрсе маған қатты тиіп кетті. Бір балалар садикке барған кезде үшін бізге білінбейді екен ол нәрсе. Бір баланы постоянно мамасы әкеліп тастайды екен де, мамасы алып кетеді екен. Соған балаңа стресс болмайды дейді да. Соны жаңа садик несі сұраған ғой жетекшісі жаңа. Неге настроениең жоқ? Неге десе, мен қалаймын, что бір рет болса да папам алып кетсе екен деп айтады дейді. Ол ана балаларға қарап өзі қызығады екен, әкесі алып баратқан кезде. Сыртқа шығып, қалай деп басынан ұрып ұл бала болса ше, құйрығынан теуіп, қалай, садик қалай болды, қыздар бар ма деп бірдеңе десің ғой. А ол шешесі келеді, давай бұл кенш жұмсаға алып кетеді екен. Сосын мен айтсам ғой, іңкәрге айтсам, сен апара бермей, мен де апарайын десем, қумаш разбус қалып кетеді ғой дейді. даже онда білмейсіз. жыл әкесі. Енді ана 3 қызда істедік қой оның бәрін. Мына 2 балада уже. Ол балаға легче. Ол балаға жайлап қолыңды батырып қоя саласың, десем қабағыңды қорқады кішкене ше. Әке қызға ұрса алмайды. Бір рет эксперимент жасайын деп қыздарым жиналып, не деген бассыздық мынау? Адам деген сөз оқымай ма бірдеңе айтсам? Қабылдамай ма? Кетші әке. Кринж деді ма? Кринж. Иә. Ал шешесі дейтін. Қырайын кезде менің өзім шкафқа кіріп кетемін. Жан, болдың ба? Сен ба, Жан? Жан, сен ба? Бісміллә деш, Жан деп. Жан, оқимын сабақ деп. Хотя бітіріп кеткен. Жан еден салдым. Сол сияқты сондай мәселелер бар. Жанболат ағамның үсіп жарқырап гастрольді аралап жүрген жаңағыдай арқасы жеңгемнің себебімен, жеңгемнің даналығымен. Артында мықты әйел тұрады деген құрдан құр айтылмаған деп ойлаймын. Іңкәр жеңгеме бір шабалақ бір қойсын. Иә. Үлкен қолдау. Кәрім. Үйде осындай жағдай жасалмаса, мен гастрольге де шыға алмайтын шығармын мүмкін. Иә. Ол кино айта алмайсыз. осы нәрсе маған кедергісін келтірмесін деп бала шағам бүкіл жағдайын жасап отыр да. Сондықтан да мен келіншегіме басым деймін. Кән тұрып басыңыз дейміз. Қай камераға қарайын? Іңкәр болды. Еще бір іңкәрдің заказы болса, бізге бер қой. Келесі эфирге іңкәр шақырып отырса жатса. Шақырып отырсақтын ол кісіні ше. Біз қуана. Негізі бірге келген кісілер қатты дауласып кетеді оның кісіне ше. Өткенде Мадияр аға мен Дана әпке ше. Қой бірдеңе Мадияр аға деп отырды ғой, Дана әпкенің айтқан нәрсе. Ашылды ғой ол кісі. Керемет сыр сандық қой, энциклопедия. Олар бірге театрда бір коллектив біз Дана енді арамыздағы жалғыз гүліміз. Бәріміз жеңге деп кәдімгідей ойнаймыз, сыйлаймыз. Осын бір жағынан Мәкеңнің де жасы кәдімгідей енді бізге енді бастық болатындай. Арамызда 6 жас бар, кәдімгідей сыйластық бар. Құрмет тұтамыз. Сондықтан
осы бір театрдың берекесі де, осы театрдың ұзақ жыл жасап келе жатқан да әуелі Алла, осы Мәкеңнің бір өзінің парасаттылығы деп ойлаймын. Иә. Өйткені Мәкең жақсы стратег қой, ол жақсы құра біледі, жақсы режиссер, өзін тыңдата біледі. Мен мысалы кей жерлерде айтамын да, көп командалар неге ұзаққа бармайды, өйткені араларында лидер жоқ. Ал команда ұзақ болу үшін ол жерде бір лидер болу керек. Даже қасқырдың өзі өзінің жаңа важагына қарайды ғой. Жылқының өзі жылқылар үйірдің айғырына қарайды. Сол сияқты нәрсе де бұл коллектив па, коллектив ішінде лидер болу керек. Сені оңға солға направлять етіп отыратын. Біз театрда жүрген кезде даже қазірдің өзінде небір ұсыныстар жеке көп келеді. Жеке? Иә. Жеке? Болды ғой сенің өзің бір театр. Нәпсінің қасынан қарап тұрады. Бір театр болатын жағдайың бар ғой. Осы киномен кетпедің бар қарайды. Әй, қалай ол мен осы состояниеге жеткізген театр ғой, қара шаңырақ қой. Өнер қырандары болмаса, Жанболат болмайды бұл жерде. Өнер қырандары болмаса, Мадияр болмайды, Сырымбет болмайды. Сол сияқты нәрседе әр нәрсең ортасында бір әмір болу керек. Біз әмір болғаннан кейін бағынып жүрдік та. Сондықтан да Мәкеңе рахмет айтамыз. Әрине оны растауға болады. Біз өз көзімізбен көрдік қой, Елдос ағаның ұлының бесік тойында өнер қырандары театрын жалпы Мадияр ағадан бастап шақырған кезде Мадияр аға бірінші бастап, артынан әркім өзінің жолымен еріп бара жатты да. Ол жерде андай бір баса көктеп бір-бірін таптап бүйтіп өткен жоқ ешкім. Сол кезде бірден көрдім қандай құрмет, қандай сыйластық, қандай бір-біріне деген дәрежелерінің өз араларында керемет екендігі. Үшеуміз бір жерге барсақ кім бірінші рет? Мен ғой деп. Мен ғой, Дико деп. Иә? Дико мен ғой, иә? Сен тек деп отыра береді екенсің. Арасында Осылай ғана құтыла аламын болды. Ар жағында бірақ жылау ма? Енді бұл жоба менің идеям болғандықтан үшеуміз жүрсек, бұл жоба арқылы. Онда мен бірінші жүрейін деп сөйтіп бөлсең. Қарайсыңдар, мен бармаймын онда еше. Өздерің қосып жүре берсіңдер, не істейсіңдер? Мен Дархан Даниярмен кетемін десе. Ол жақта қиын болып отыр екен. Жоқ, бізде бірінші бәрібір Дико жүреді, Дикодан кейін мен жүремін. Өткенде Мадияр ағаның артынан Дана әпке кетті, Дана әпкеден кейін ағалар кетті ғой. Солай жүреміз ғой. Сонда сіздерде Дана Дико ма? Жоқ, бұл кісі и так бірінші жүреді ғой. Ойнап айтып отырсың мана. Ойнап айтып отырмын, ойнап. Өзің ред флагқа ілініп қалма дегенім ғой. Мен шығарып аламын өз-өзімді, уайымдамаңыз. Жоқ, қалжыңдаймын. Мен ғой қорықпайтын ред флагтан. Уверенно кіремін ол. Қорқатын түгім жоқ десе. Қорқатын түгім жоқ, ешкім миым шірітпейді. Әйел тамақ істеу керек. Не? Кейін бар ғой, сіз сияқты отыратын сияқты, бірақ Гала бар ғой. Жан деп өстіп отыратын сияқты. Асылы подкаблук ба? Жоқ. Сіз андай айтып отырсыз ғой. Ұрысқан кезде деп ше, өзім нетіп қаламын деп ше. Жоқ. Өйткені әйел адам жеңе алмайсың ғой сен. Ол ақиқат қой. Жеңе алмайсың ба? Әйелдің логикасы мен еркектің логикасы. Конечно. Біз бір нәрсені ойласақ, әйел 1000 нәрсені ойлап тұрады. Оның миында есік көп ашылатын ше. Бізде жаңа ақша табу, бала шағаға жеткізу болса, оны қайта құртамын, ананы алу керек, оның ішінде бір-екі картелер кетіп қалады, есіктердің ішінде ше. Оның есіктің ішінде дейтін ой біраз нәрсе бар ғой. Сондықтан да ол лучше ондай нәрсе басталған кезде шығып кетіп қаласың болды. Ол дұрыс емес екен. До конца ұрысу керек па? Оказывается, сен ол саған эмоцияны шығарып жатқан кезде сен оны поддержать етіп тұру керексің бүйтіп. Я чертовный гусь, конченый, я бекер сен сондайларды қайдан тауып алғансың? Мен өткенде сондай, прикинь, сондай нетті ғой өткенде айтты ғой кәдімгідей 3-4 психологтан өйтіп шығып кетуге болмайды. Неге жаңа ұстаздарын өйтіп айтып жүр, осы нәрсе наоборот әйел саған айтып отқан кезде сен оның бәрін шыдап тұрып тыста деді ғой. Прикинь? Сосын ғой үйленбейді. Ұстаздар айтты дейсің ба? Типа ұстаздар айтады. Осыны жалпы енді тағы да бір сен шыға алмайатсың ше. Жоқ. Тек ұстаздар демей ақ қойын. Тек просто енді бір жаңағыдай жолға кір тиіп кетпесін деп жатқаным ғой енді. Ұстаздар да айтады, тағы да определенный бір психологтар айтады, осындай практикада бар. Егер ұрысып жатса шығып кетіңдер. Чтобы конфликтқа сен де ілініп кетпес үшін қызуғандылық болып шығып кетіңдер дейтін нәрсе бар екен. Жоқ, ол дұрыс қой. Десең мә деп тұрсаң, ол ушыға бастайды. Иә, ушыға бастайды. Оның соңы боқтыққа апарады. Иә. Боқтықтың соңы ажырасуға апарады. Сосын бір-екі нелер шықты, видео шықты. Неменеге бүйтіп жүрсіз саздар, наоборот, әйел саған эмоциясын шығарып жатыр ғой, ол саған высказывание айтып жатыр ғой. Сен соны тыңдап тыста до конца тұрып, айқайлай берсін. Не болыпты деді. Маған жалпы шығып кететін еркек бар ма? Бәрі нормально, достойно ұрысып береді сияқты қазір. Андай по факту бүйтіп разылажды деді. Мен бүйттім ғой, сөйттім ғой дейді. Жай айтайын, сендер факт қабылдамайсыңдар ғой. болды, сенікі дұрыс деп шығып кетесің ғой.
сіз бастап келе жатқанда шығып кете саласыз ба? Жоқ, кішкене сөйлесесіз ғой, иә? Сутьті біліп аласың ғой не туралы Иә. дейсің, не болды сейчас. Мен шыдай бермеймін мысалы. Сенің табиғатың сол. Мен шығып кетемін. Қойшы. Сенің табиғатың сол. Мынандай нәрсе ұнамайды. Мен өзіміздің еркектердің арасында бір өзіңнің таныстарыңның, достарыңның, болмаса класстастарың көзінше әйеліне сөйлейтіндер бар ғой. Қойсайшы, не істеп жүрсің шай? Боқтап ше. Иә. Не понт, кому что доказывать? Сол маған жақпайды сол нәрсе. Сосын мен айтам, неге деймін да ол? Менде папаға не сөйтіп доказать еткің келеді сен сонымен деймін да. Білеміз ғой сен мықты екен, не ол десем. Жоқ, әлі отыр ғой. Бар. Оны өзіне айтшы сен. Неге біздің көзімізше айтасың ол нәрсені деген әңгіме ғой. Білмеймін енді ол. Ол бірдеңкесі бар болып тұр ғой, ол психологиясында бір комплекс болып тұр ғой бейшарада. Жоқ, мынандай нәрсе бар, отбасында не көрсең, түз де соны жасайсың деген нәрсе бар да. Бұл изначально тәрбиеге байланысты. Мен үшін идеал менің әкем мысалы ше. Сол модельді қайталайды, иә? Иә. Менің үшін идеал менің әкем, өйткені менің әкемнің аузынан бір боқтық естімеген мен. Шешеме қарсы. Шешең, әкең дегенше бір боқтық естімегем. Шешеме қол көтерген көрмегем. Әкемнің үйге мас болып келіп көрмегем. Осы нәрсе. Біз таптық достар. Отбасына. Сосын үйде әкемнің ақша ұстағанын көріп өстім да. Міне осы 4 нәрсені мен қайталап жүрмін. Ол видишь, дұрыс пример. Бірақ 50-50 кейде мысалы сол нәрсені әкенің ішіп келгенін көріп, мама кейде дөрекі сөйлегенін көрген, андай конфликттерді көріп өсесің да, так мен мынандай болмаймын деп өсетіндер де бар. Так я не хочу, мен мынандай тартқым келмейді деген секілді. Ол да бар, бірақ мынандай нәрсе бар ғой, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер. Көрші көрген. Үйде ұл бала, мен өскесін шешемдей боламын деп айтпайды ғой. Прикинь, мен мама сияқты болғым келеді. Миллеронием ба? Маникюрға барамын деп. Шашын сап-сары. Ол бала әкеге қарап өседі. Сондықтан да ол отбасындағы тәрбиені де дұрыстап беру керек деген ой бар менде. Сол нәрсеге дұрыстап қарау керек. Енді жарайды, бұрын союздың кезі дедік. Сондай нәрсе болды. Жарайды, бірақ біз стереотипті сындыру керекпіз ғой. Қазір келе жатқан, өсіп келе жатқан ұрпақ. Бізден кейінгі ұрпақ бұл нәрседен қайталамау керек та, мысалы. Соның бәрін қазірден бастап біз туралауымыз керек та, отбасында болып жатқан нәрсені. Ол өмірлік сабақ қой өткен. Ертең мен қызым тұрмысқа шығады. Мен ойымым қазір сол. Мен құдам кім болады? Қандай жерге барады? Мен күйеу балам кім болады? Ертең мен мысалы, әйеліме қол көтердім. Ертең мен қызыма біреу қол көтерсе мен көтере алмаймын ғой. Көрдің ба, сондай нәрсені адам өзінен өткізу керек та? Иә. Осын мынандай нәрсе бар да. Ұл баланың, мысалы бір үйде бір 5 ұл бала болады ғой. 5 ұл баланың әкесі болсаң, деп жаңа ұл балаларын бүйтіп тәрбиелеп өсесің ғой. Сол 6-шы қыз болса бар ғой, ер адам сықып қалады кәдімгідей. Қызым қайда менің деп қалады ана. Уже қыз, уже береке жылылық қой енді кәдімгі үйге. Ол мен әкем айтады ғой, жақсылықты қыздан көресің деп. Өйткені менің әке-шешем күніге хабарласып жағдайын біліп алатын 2 қыз бар да үйде. Олардың жағдайы қалай, аналар қалай? Біздің ұлдар ондай нәрсе ұмытып кетеміз көбінесе. Сондықтан да қыз баланың орны бөлек, ұл баланың орны бөлек. Шаңыраққа ие болып қалатын ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда деп, оны да құрдан құр айтпаған да. Екеуінің де орны бөлек, просто екеуіне 2 түрлі дұрыс жолмен дұрыс бағыт, дұрыс тәрбие беру керек. Кейбір үйлерде ұлдың дәрежесін тым көтеріп тастайды ғой негізі, иә? Қыздардың бетінен қағып мысалы, ұл, ештеңе демеңдер деп. Керісінше мысалы сіздің неңізге қарап, қыздардың дәрежесі сіздердің үйлеріңізде, жалпы мен Мадияр ағаның әңгімесінен қарап, әрдайым биікте екен, бөлек екен олардың аңғаруға болады. Өйткені біз ол басқа адамдар емес, өзіміздің жақын туған туысымызда да, өзіміздің айналамызда да бар нәрседе. Мен кейде күйініп кетемін сондай кезде. Жаңа неге бөлесіз деп, ұл ғой дейді. Ничего ұл деп. Есіме түсті. Кстати, сіз бана ұл болсаңған кезде неқтан бастап жас келді ғой? Бүйтіп жыладым дедіңіз ғой. И сол қыз, ең бірінші қызыңыз туылған кезде сондай болып білесіз ба? Екеуінің басын теңестіріп қойын деген ғой. Жоқ, просто бәрібір ана өзіңнің ойыңда қыз туады деген нәрсемен ұл келген кезде состояние неожиданный не было. Просто дұрыс түсінбей қаласың деп жатқан ғой, типа Жоқ. ондай. Ойым деп отырмын сіз үшін ағатай. Мен мысалы қазіргі ойым, мен үлкен қызым. Эмпатпын ғой мен сорлы. Мен үлкен қызым. Жүрегі ғой.
3-4 жылда мектеп бітіреді ғой. Оқуға түссе, соң артынан кетем деп отырмын мен ше. Общагада тұрасыз. Ей, құма дейді да елім. Мен жүріп қоя алмаймын өзін. Мен жоқ. Қайда оқисың сен? Ол мысалы, мен Кореяға түскім келеді. Ол қыздардың ойлары сондай ғой. Алматыда туылған адам басқа қалаға барғысы келмейді, шетелге кеткісі келеді ғой. Иә, біз Алматыға жете алмайтын едік қой. Алматы, районға жете алмай маңырап. Иә? Ойбай, Алматыға 3 күн өмірің жартысын өткізіп пойызбен келетін едік қой. Маңғышлақпен ба? Маңғышлақпен. Адам бүйтсе тоқтай салатын еді ғой маңғышлақ. Салафан ұшта тоқтайды ғой. Сонымен бір рет отырып біз соған не деген тоқтай беретін пойыз, яғни өмірімде ондай пойыз көрмеппін. Жүргеннен тоқтағаны ғой. Иә. Индияның пойыздар сияқты жинай береді ғой. 3-ші полкада жатасың ғой бір кезде. Ой, андардың станциялар біліп аласың. Сексеуілге келді. Аралға келді, балықтың еш шығып жатыр. Бастатып жатыр, Түркістанға келді. Чимкент палау, Чимкентке келді, палау басталды уже деген нәрселер ғой. Ол пойыз деген ой. Сол сияқты мен де қазір қызым, мен уайым сол. Мен ол жетіге оқыса бірге барамын, мен қасында боламын деген сияқты. Ол бөлу емес, бірақ біздің папа да сөйтеді. Сестренкам бар ғой, күйеу бала үйде тұрады дейді. Негізі бар ғой. Мен өзім сол. Сөйтіп жыртады. Жоқ, сестренка 18-19-да сол жаңағыдай тұрмыс жайлы әңгіме айтса, папа жылайды. Бастайды. Күйеу бала үйде тұрады деп жартылам. Негізі мысалы Жанболат аға айтып отыр ғой, мен бірге оқуға кетемін деп. Бұрын мен папам марқұм тоже сөйтіп айтатын. Мен өзім китайский сумкамды алып аламын да, бірге кетемін, бірге тұрамын. Сол мама айтты, сен бірге тұрасың ғой, иә, бірге общежитиесің да. Ана неде вахтершының қасында жатсам, күтіп. Вахтершінің қасында деген жаман ойлап қалмасам. Жоқ, бірақ осыны өстіп қараймын деп. Вахтершы бойдақ болса керек. Ой, сол кезде әкемнің айтқан сөзі есімде де, мен Жансая дегенде шығар жаным бөлек деп айтатын. Ол қыз үшін, жаңағы сенің папаңның да күйеу бала осында тұрады немесе мен бірге барам деген үшін, қыз бала үшін әрдайым өзінің әкесі бар екенін сезіну, білу, біреудің қорғанын, ол демеу үлкен. Ол әкесі болмаса да ағасы, інісі, егер ол үшін солай тұрып бере алатын бірсе, мен сен үшін дегенді. Онда өзіне әлде қайда сенімді өседі екен. Мысалы мен сол жағынан сосын мына нәрсе ғой, мына нәрсе үйде жұмыс жасау керек, қыз балаға да ұл балаға әкең айтам дейтін. Осы нәрсе үйде жұмыс жасамаса қиын ол. Бір адам болу керек, иә? Әкең айтам дейді, бірақ папасы пультте бүйтіп отырам ба? Жоқ, мен андай қылып қойған ғой, іңкәр. Антагонист. Қатал қылып қойған ғой негізі. Ой, полицей. Сен әкелерің ұрыспайды, әкең ұрыста білесің ба қалай ұрысатынын? Ойба. Иә, ол деген мама жаман деп ше. Үйде бір нәрселерді істеп қояды да, мен даже естіп қалайын ғой. Кешегін әкең айтайын ба дейді. Жоқ, мам, пожалуйста, мам, айтпашы, мам, мен істемеймін енді оны деп ше. Өзбекстан байқаймын, что іңкәр мен аналарға өзіне команда жинап жатыр. Директ жинап жатыр. Женги. Сізді бөлек шығарады скоро. Ол нәрсе жақсы. Қыз балада, ұл балада әкеден ығысса, это уже работает. Өйткені баяғыда бізде де әкең айтам деген кезде қорқатын едік қой. Әкем айтпа, ойбай, сабаққа барам енді қашпаймын деген сияқты нәрсен. Сондықтан да әкең айтам деген жұмыс жасау керек үйде. Ол өте маңызды нәрсе семьяда. Пасқа көптісін түбімен ұрған есінде әлі, батя. Сені адам боласың ба? Может, содан кейін не тауып қойған шығар. Мен папамды жақсы көремін, өте құрдас сияқты сөйлесе береміз. Любой тақырып. Бірге ішесіңдер. Батя алып қояйық. Екеуміз бақытты болайық деп. Ол қойып кетті. Мен қойып кеттім. Мен лақтырып кеттім. Екеуміз угарат етеміз отырып, любой нәрседе. Папа негізі былай ғой деп. Екінші әйелім бар ма осы айтшы десем, әдейі қыштамын отырып. Әкең кеш үйленген ба? Батя 29-30-29-ында. Қайталап кетсін ба? Иә, қайдан кетесің? Нормально ғой. Иә. Сен үйленбедің деп айтады да, мысалы уже 30-ға келдім деп. Папасының өзі кеш үйленген екен ғой, норм ғой онда. Папалардың кезінде папаң кеш үйленсе, онда норм. Біз мектепті 2005-те бітірдік па, мен класстасым 2005-те үйленіп кетті ғой. 18 жасын, 17. Бала 17-те, 16-та, 17-ге келеді баласы, үлкен баласы. Өзің өлес. Уже право алады. 3 ұл, бір қызда, 2-ші ұл армияға кетіп жатыр. Бір жас қаралар еді. Үйге барған кезде ұлдарың кәм. Сосын ана ұлың есесе өзің кісі болып қалады екенсің. Қалай?
үлкен кісілер мамажан болады деп сөйлейді маған класстас. Мен күйші класстас болып жүрсің. Не айтып отырсың деймін. Балам, ана не алсаң ана сөз заттарды. Шешеңді алып көзін жұмыстан. Давай бар ана. Мен сен балаң жұмсап отырсың ба? Күшті екен. Уже балам үйленеді дейді. Уже өзі 18 үйленді ма, 17-те баласы сол кезде үйлендірейін деп отыр да. Ата болайын деп отыр әдемі. Ё-мой. Мен короче мынандайға өттім. Мысалы енді орта өмір сүру жас есебін есептей келе, өзім 30-ым барлығы лучше жақсы жағдайда үйленіп кетіп, денсаулық жағынан барлық жағынан Алла бұйыртып балалы болған шақтың өзінде де мен уже ересек неге өтем ол үйленгенше. Баланың кайфын қатты көріп үлгермеймін ау деп ойлаймын. Денсаулық болса. Жоқ, ладно ғой жаңа. Қазір баяғы жас сияқты бола алмайды, по-любому. Үйдегілер ұқсап сұрайын ба? Біреуің бар ма? Жоқ, зато сен уже немерең болады ғой. Сен реально ата боласың. Мен реально ата статусына. Мен ерте қартаймын и мен Галата. Реально давлениесі бар, ата боласың десе. И мен бүкіл жаңағыдай кайфты бүкіл уақытты әйеліме өткізетін неге өттім. Өйткені баладан құрдас болып үлгермеймін. Ол моментті профукал. Типа әйелімен уақытты көбірек уақыт жұмсауға. Неге профукал? Сен мысалы 30-дасың ба? 30-дым. Егер бүгін кешке үйленіп кетсең? Ол суббота үлгерсем үлгерем. 31-32-де үйленсең. 31-ден шыға, ладно. 33 жасыңда әйелің босанса. Бұйырыс бүйтіп бәрі жақсы болып. Сен 53-ке келгенде балаң 20-да болады, нормально? Нормально, иә? Мен мысалы 43-те мамам босанды. 43 жасында босанды, мен ең кішісімін. Нормально. Үлкен қаншада? Ең үлкен 71-ші жылғы әпкем болған. Қараңыз, 53-те 71-ші жылғы. кешір, 53-те болса, балам 20-да болса, қараңыз, 53-те 20-да, одан шыққан... Балам да 30-ға келіп үйленем деп шығуы мүмкін ғой деп. Жоқ, оған шанс жоқ. 20-18 үйлендіріп жейін, мен 51-де болам. Немере, 51, 61, 71-де немерем 20-ға келеді. 69-да, 18-де немерем үйлендіріп жүрсем. Шөбере. Не деген план? 71-дем, 71-ге 18 қош. 96. 89. 89, 90. 90-да шөберені үйлендірсем, жоғи. Бала, немере. Қатты берді. Тодыш, бала, шөбере. Немере, шөбере. 90 жасқа келіп, Жансаяға звондап, ертең съемка бола ма деді. Сіздің балаларыңыз келіп отыр. Нормально, 90. Мені шөпшегім әкеледі. 91-ге өмір сүріп тасам, көріп үлгерем ғой. Ең соңғы бір диским да. Иван, мен пародиям өмірдегі ең жаман пародия болды, білесің ба? Мына жердегі ма? Мені шөбере. Еще пародиясын алдын отырсың ба? Пародия істеп отырсың. Өзім ұял қалдым да айтқанда. Негізі айтпасаң ешкім байқамайтын деді өзің. Басқаттема өтіп кетеші. Өзіңді өзің суға батырдың ғой сен. Өз ұрынып қала береді да бұл. Маған да өз ұрынып қалды. Мысалы, Кім үлкен? Мен? Неше жас? 7 ай. Брачке сон? Ой, нормально. Нормально, иә? Сен андай, мен деп 6 жас үлкен сияқты айттың. Жоғында, білмеймін. Мектепте қатты жауап бергендік ма? Жоқ, бағананы тақырыпты жауап салсақ, мысалы, екі тараптан сұрайық. Сіз жаңа ұрысқан кезде шығып кетесіз, сен дүйкөмер сотқан кезде шықпағанын қалайсың ба? Тыңдап тастағанын қалайсың? До конца ғой. Жоқ, білмеймін енді. Қай вариант дұрысқа, не істейін ертең үйленіп алып? Бізде әртүрлі, мысалы кейде... Жоқ, наоборот, ұрысқан кезде бұл кісі сөйлемейді вообще. Мен көбірек сөзге тартам. Мен айтатын бұрқылдап айтам да, қой, ренжіп қалам, тырысып қалам. Бүйтіп айта салам мүмкін, бағана жамбы отаған көзінше ананы айттым, мынаны айттым деп, соны айтатын емес қой, бірдеңе деймін де, бір жарым минут айтып жіберемін де, болды. Сол бізде сондай. Сондай болып қалам, тырысып қалам. И сосын енді бірдеңе қойшы тек. Сен ұрыс деген стакан лақтырып, шеше деген ондай жоқ бізде. Жалпы ұрыста. Жоқ, шығып кетсе дегенде бар ғой, мен ойлап қой. Майкмен сен ана, деген ондай сен. Үйде кім бастық, деп өз соғыста ұрып. Бізде андай ғой. Позормыш. Бірден айтпайсың ба келатқан, хотя ет бірден дайындап қоятын. Мен ят болдым, кешегі тамақ жылтып бере салдым анан. Енді қорсын қонақ деген құдай қонақ аяқ астынан келмей ма ол? Несі бар? Үй кірме деп айтам ба? Шо үй маған звондап жүрсе, хотя мен бірден то енді айтпайын то я болды сенің дұрыс давай шығып кетем болды. Осылай кетесіз. Сіз, значит, чуть-чуть айтып барып шығып кетесіз. Иә? Маған гала бергеш дегенде шығып кету керек ме? Енді сен келіншегің қандай болады? Бағана қонақтай шығып кет. Кім айта, қонақ. Деп қалады. Иә, ол да болмайды негізі. Айтты ғой, қай жеріне шығып айтсын. кетейін, мен біліп алайын. Үйде қонақ қалып қойды бірақ. Жоқ. Көзін жүріп отырсаң. Таймер қойсаш, бір 4 минуттан асып бара жатса, шығып кетемін, әлі бітпей жатыр. Мына нәрсені енгізу керек деп ойлаймын. Біздің өзіміздің өмірге
әйел адаммен сөйлесіп тұру керек деген нәрсе. Өйткені адам ішінде сақтаса ауру болады деген рас екен ше, эмоцияны. Менің анам үндемейтін кісі. Менің анам үндемейді. Мама айтты, мама сен бірдеңе айтып тастасаңшы. Шығарыңыз эмоцияны, иә? Кесірі маманың екі көзі көрмей қалды. Нервтан. Иә, стресс. Көзінің сетчаткасы үзіліп кеткен нерв. Іште сақтай берген состояние. Алла шипа берсін. Ана інісі мен келіні 1 жылда қайтыс болды да. Соны жоқ деп айта алмадым дейді. Өзі ішке түсіп кеткен ғой күйік. Тым жақсы көз жүрді, екі көзі. Омыраға апарып келдім. Операция жасады. Ровно 4 айдан кейін қап-қараңғы. Осы состояние жеткізбеу керекпіз да. Оның бәрі кезіндегі нәрселер жинала береді. Менің анамның кезінде олардың заманында ене қатты болды деген болды, білесіздер ғой енді. Енелер қатты болды. Босанғаннан кейін 40 күн күтіну деген болмаған. Менің анам босанғаннан кейін сразу су тасып кеткен, қыстың күні шелекпен, мал сауып кеткен. Ол кезде заман сондай болды. Бізге оның бәрі сабақ қой. Сондықтан да іштегі нәрсені әйел адамда, ер адамда эмоцияны шығару керек. Сен айқайлайсың ба, балпылдап біреумен сөйлесесің ба, біреуге айтасың ба сырыңды. Айтып таста, іште қалмау керек. Осында реніш қалмау керек. Мына ауру, Құдай сақтасын, онкология деген бәрі началосы осы екен. Күйік ішке түспеу керек. Күйік ішке түспеу керек. Все. Адам ашық болу керек. Ренжіскен жоқпын ба еді? Ренжімеңіз ішті деймін. Білмеймін, просто ренжімеңіз деп жатқанмын ғой. Бұдан кейін көрсетпейміз кім біледі. Жоқ, іште реніш ұстаман деп тұрсыз ғой. Осыдан кейін ғой үйленбейтін. Шын айтам. Іште реніш. Сен андай сияқтысың, әйеліңе андай сақина салып үйленгеннен кейін қайтпеші. Так, деп па, бір көрейін. Ойланайыншы, андай қинап шешіп алып ше. Ренжіп қалған жоқсың ба? Үйдегілермен бір өзім, не ма деп қайтадан сұрай береді сияқтысың ертең. Жоқ, ана айтып отқанмын ғой, Дико ренжімеші. Реніштерім болса ұстамандар Дико іштеріне. пародия күшті болды. Енді қайтала ма? Жоқ, зато мен шығарып тастадым ол пародиямен. Міне. Дұрыс. Мен шығарып тастадым, бірақ кімге істеген білмеймін де. Мен де шығарып тастағым келіп тұр бірдеңке. Ол болған соң деші. Мен де бағана айтам деген нәрсені шығарып тастайын. Біз негізі демалыста Дико екеуміз ештеңе істемейміз. Нағыз жалқаудың күні басталады бізде. Демалыста деген қалай, суббота воскресенье ма? Иә, суббота воскресенье демалыста ештеңе істемейміз. Құр тикток көріп жатамыз. О, галаның любой күні ғой. Вообще түк Тамақ істемейміз. дайындау. Тамақ та істемейміз. Донер на абая заказ бере салам. Қыз ше. Қызымыз өзі ойнап жүре береді. Қызы да донер на абая заказ береді. Қызым донер на абайда істейді десе. Қызым үшеуміз жеп аламыз сол донер на абаян бұл. Жансая дейтін білдіп бер рекламатыға да? Біліп қалды ма негізі? Білініп қалды. Қой тамақ істейді сияқтысың сен. Сен де білдіп Тамақ істейді сияқтын ба? Сөйтіп ойлайсың? Күшті істейді. Жоқ. Өте күшті істейді тамақ. Білемін. Көрініп тұр ма? Жоқ, мен Жансаяны оқимын ғой Инстаграмда. Оқисыз ба? Иә. Мен блокқа тығып тастаса. Қыздар телефонымды алып келіңдерші деп. Енді оқымайсыз десе. Ұялып отырсың. Жоқ, қызық контент оқимын мен ше. Мысалы сен қыздар оқиды деп оқисың ғой. Ойлайсың ғой, жоқ. Біздер де қараймыз қызық контенттер болса. Маған өте журналист сияқты жүргізгендерің мысалы ше. Соған жыртылып іңкәр екеуміз күліп аламыз. Мені оқымайсыз. Мен оқысаңыз қызық қыласыз, зачем? Бойдағы өмірге деші. Бойдағы өзі. Кстати, мынандай сұрақ. Честно жауап беріңіз, брат. Честно жауап беріңіз. Бойдағы өміріңіз кейде саған тұрасыз ба? Кейде бір бола ма бір? Моменттер болады. Честно жауап беріңіздер. Жаңағыдай ұрысып далаға шығып кеткен кездерде деші. Иә. Болып тұра ма? Иә, болады. Сағынбайсың. Бойдақ болсам, осындай болар ма еді деген ой келеді просто. Іште өкініш бар, иә? Қайтадан флешбекті артқа қарай айналдырасың да, бес бала шағаң бәрін көріп, жоқ, осы өмірім. Гала кет деп. Галашақ! Галашақ! Жоқ, сен еркексің ғой. Сол кездегі энергияны сағынасыз ба, нені сағынасыз бойдақ кездегі? Жүре бересің ғой. Жауапкершілік аз ғой, жауапкершілік аз, ұйқы жоқ, кредит жоқ деген сияқты нәрселерді. Ақшаң бәрі бола ма, болмай ма, бәрібір. Любой бұйырған жерге қонасың. Қаңбақшал сияқтысың ғой? Кешірім сұраймын. Қаңбақ жігіт.
жоқ ол негізі андай нелерде бар еді ғой баяғыда сөйтіп кезіп жүре беретін адамдар не деп атайтын еді Желөкпе? жоқ диуана деуші ме? Жеңіл жүріс. жоқ Жеңіл жүріс. Жеңіл жүріс. жоқ Дивана. Дивана. диуана диуана бәсе Дивана дейтін баяғыда бойдақ Сізді ма? Ой, мына Дивана келді дейді. иә ол диуана деген сондай Давай адамдар бүгіннен бастап болған Гала Дивана. давайте десең Не мағына ол? Жүретін қызының аты Диана болса. Бүгінгі Дивана мен Диананың тойына қош. оларда белгілі бір мекен Қыз жоқ жолдасыңа Динара болса. Дивана, Динаралар қайда деп. это снес қазақша сұрамайсыз ба диуана деген кім десеңші Странный человек. Сумасшедший. Микрофонға айт. ой енді ондай емес Странный человек, сумасшедший, одержим духами, божий человек, сексуальный, харизматичный, жоқ Шын оқысайшы. дуана ма юморы бар, Дивана. подход Гала дейдім келеді дейді. Жоқ, ChatGPT-дің а жоқ дуана екен аға Дуана ма? негізі диуана ма диуана дейтін де бар екен нұсқасы ертедегі сопылық дәстүрдегі дүние мүлікке қызықпайтын тәңірге сыйынып ел аралап қайыр тілеп күн көретін діндар адам дейді еще бар ғой дейді дұға оқып дем салушы соны кәсіп етуші адам ісінде береке жоқ тұрақсыз адам дейді Кеттім проекттен. Рахмет. Сендер мен кемсіту үшін Сіздермен болған мен Дуана. Дивана ма, дуана ма? әртүрлі Дюна. нұсқасы бар Жоқ, екеуі де. может, оның мынандай элитный түрі бар ғой. Сал сері дейтін. Аха. Неге? міне иә Олар да үй көрмейді. ғалым Қазақ сал. жүреді, бірақ Мен атам серім. қызырқынмен жүреді. бар ол аға Бірақ оның өнері жоққа бар, шығара өнері алмайды. болады олардың. Өнері болады. Терме айтады, ақындық шығарады қыздарға. Агарекей. Иә, солай. не шығарып жүрсің сен қыздарға мысалы Мен қанша өлеңім бар ғой? Ал, оқ біреу. Жанды гитарамен ғой. Гитарамен жазған әндерім бар да. қыздарға жазған жоқ оны бірақ бір қызға ғана жазды. жаздым. Қош. Мен қатты ғашық болғым қалған негізі. содан кейін Шыға тұрыңдаршы, пожалуйста. Сөйтте жүріңдерші. ол айтсаң айта береді оны шексіз Шексіз айта беремін. андай болады ғой бір шыраққа айта бір ақ нәрсесін айта береді ішпей айта береді Қол жетпей жүр ма? жетіп Жетпей айырылып қалған. қалған ғой бірдеңе үзіліп кеткен Қолын ба бірдеңе шалып в общем тастады бұны Қолсыз болып қалды. жеткен әдемі болып жүрген Болғанбыз ғой. Сен бәрін білетін сияқтысың. аға танысқам Қош. иә Әке ой деп құлап кетсем Басында анаған соқса. Нормально, қан атып атса, нормально. Аға нормально. Гала туралы айта берейікші. до конца айтсашы Дико, қан көп кетіп қалды деймін. Өзім жалғастырып сөйлей алмаймын. Сөйлей алмай жатырмын деп. Мен Екінші пародия. Мынау келеді. бүгін дико ашылды Головкин ба? қуанған еркексің. жоқ бірақ шынымен өзі сол енді жіберіп алды деуге келе ма болмады енді қайырлы болмады ғой Негізі однолюбсың ба? Негізі сондай. Көп. негізі Моноголюб деген бар ма? Или Гей емессің ба? жүрегің жеңіл жүрісті ма? Жүрегім маңдай. Жүрегіне барлық қыз сияды дейді арасында. Әттең, Жүрегім жалғыз, бәріне бірдей бөліп беререм деген ба? Сондай ғой. Жүрегім жалғыз болып тұр ғой. Мен бұйырса енді. Енді бірақ мынандай нәрсе бар ғой. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген нәрсе бар. Әрекетке берекет. Қазақта мақал көп жалпы. иә күшті айтып жатсыз Бірақ әрекетім жоқ мен. Мен әрекетім жоқ. әрекет жоқ Күтпішсің ба? Таныспайды, мүлдем таныспайды. Неге? өстіп айтады қалады Маған, короче, сөйтіп страдать еткен ұнайды екен. Мен соны түсіндім. Айтып жүріп, қиялдап сөйтіп. Бірақ қазір соңында айтпайтын болдым, ұмытып бара жатырмын. оның да бір атауы бар шығар қазір айтып қиялдап лағып жүрген Онда топ беретін шығар айтамын көрермен. Дивана. Флаг сияқты бірдеңе топ беретін шығар. Дивана. Дуана флаг деп. Сіздікі дуана деп. Какой айтпайтын болды. Иә, Жоқ, бірақ енді жалпы үйлену керек. үйлену керек. Иә, ол жалпы 30 деген уже қорқынышты жас қой. алғашқы адамсыз бұл жеткізіп айтқан қорқынышты жас қой Бәрі келіп наоборот мотивация беріп кетеді маған. Ой, Гала әдемі, өз жұмысын бәрін реттеліп, өз-өзімен толық күшті. Наоборот, толыққан жаста үйленейін деп жатсың деп.
бала шағала ненің бәрін андай ақыл қазіргілердің меніңше понятие сондай сияқты қазіргілерде. Бір жетістікке жетіп барып үйлену деген ба, карьераны. Бізде мысалы андай болды ғой, бұйырған көрерміз дегенше. Наоборот, үйленгеннен кейін бас екеу болмай, мал екеу болмас деген нәрсе болды да бізде. Осы нәрседен кейін барып сабақ болды, қиыншылықты бірге көресің, бірге төзесің. Зато бірге көтерілгенде әйеліңе деген сыйластығында сондай бірдей бәрін бірге көрдік қой деген нәрсе болады да. Мы все это пережили деген нәрсе болады. Ең бастысы бір жігіттің өзінің бір фундаменті, бір сүйеніп, бір өз-өзіне сенімді потенциалы мықты болса, бұл деген. қолдан іс келетін өте жалқы Иә, енді барлығына бір Бұйырса олар жата бергеннен шықпайды ғой енді. Галада бәрі кеп тұр, күшті. жақсы тамақ істейді Жаңағы мысалы. анау тамақты да жақсы істейді. Уже Әңгіме басынан айтшы. тұрақты. Аяқ киіммен залға кіріп келе салды. Тамақ істей алады дейсің ба? Тамақ та істей алады, тұрақты. бала қараймын, бала жамын. Жұмысы бар. Любой адаммен әңгіме ете беремін. Жұмыс неше жерде істейсің мысалы? Жұмыс стабильный жұмыс шығады, таңертең тұрып кешкісін бару дейтін Осы ғой, осы шығармашылық жұмыс. Иә, шығармашылық. 24-те 7 ғой. Сосын Түнгісін жүріс-тұрыс аз. Деп айта Ол алмайды. денсаулықтың мәселесі дейші. Деп айта алмайды. 11-де ұйықтаймын, 12-ге дейін жетіп. қой. Серьезно? Кешегі ол исключение ғой. Просто арасында бір айына бір 20 рет сондай болады просто. Бірақ айналаңның бәрі үйленіп кетті ма? Жай кетіп жатыр. Айналасы үйленіп кетті, но ол үйленбеген адаммен тұрады, Нұрмаханмен. Нұрмахан скоро 40-қа келеді. Ал Нұрмахан ұнай ма? Соны айта алмай жүретін десе. Басында бәрі бізге қарсы болды десе. Алматы толерантты қала демекші. Құдай ұстасын, иә. Нұрмаханға ерме. Жо-жо Алла жазсам бұйырған ғой. Баяулап келген бақыт баянды болады демекші. Әйтеуір мақалдар таубаған уже бұл. Осы бір мақал құтқарып Әр нәрсесінің бір анықтамасы бар. Просто алдында айтқандай ғой, мүмкін жаңағыдай 23-24 жасында да бір универ кезінде бір жаңағыдай үйленемін дейтін құлшыныс болған кезде тоже жаңағы география ойнап кетті да, елді мекендік жерлер кішкене қарсылық болып, сосын барып мүмкін ол кезде үйленбегеннің өзіне бір қайыры бар шығар, өйткені басқаша қабылдайсың, бүкіл жоқ енді әйел бүйтіп бірге жоқ бірдеңке дейтін нәрсе қазір кішкене хотя Басқа ұлт болды ма? жоқ, не қалалар. Қала ма? Бұл енді оңтүстіктің баласы деген Сенде сияқты. сонда травма алып қойды ма содан? Травма деуге келмейді, просто себептің бірі болды, типа прям қарама қайшы. Мысалы мынандай нәрсе бар да, менің бізде ауылда Айдана деген әдемі қыз, шынымен сүйкімді қыз, біраз жігіттер артынан жүгіріп жүрді бүйтіп. Соны алып қашып кетті. 22 жасында. Ағасы мылтықпен ұрып қайталап келді. Қазір 30-дан асып кетті, 37-ге келіп қалды ғой. Тұрмысқа шықпай қалды. Меніңше сөйтіп бақты байламау керек сияқты. Ол өзі сүйген адамына кеткен бе еді? Негізі қалам деген ғой, қалауыммен қалдырмай қойды. Түсініпсіз ме? Уже адамның сағы сынып қалады ғой. Мүмкін. Ол негізі яға біздің мысалы мынандай нәрсе ғой, бізде мысалы мықты әнші бар да, бір конкурсқа қатыстың, әділдікпен басқа біреуге орын беріп жіберді, сен 3 конкурстан кейін сенің уже мықты әншісің, бірақ аналар шығып кетті, сенің сағың сынады, қатысқың келмейді еш нәрсеге. Құлшынысың болмайды, ойламайсың да оны. Бұл да сондай щепетильный вопрос сияқты ше. Мүмкін. Сұрадың ба қарындасыңнан, мен өз қалауыммен қалдым дедім ба, бақытты бол деу керек сияқты деп ойлаймын, білмеймін. Менің түсінігімде солай. Ал сен оны үйге келіп алдың, ұрыстың, бағын байладың, сен оған травма. Болды маған тұрмысқа шығу травма. Мен карьерамды қоямын, жұмыс жасаймын. Дейді уже болды уже. Дәл солай үйленбей қалған көп адамдарды білемін. Бар. Иә, шынымен әлі күнге дейін кеш жүрген. Одан кейін мысалы кейде ағасы үйленбей жүріп қарындасы рұқсат сұраса да бағын байламау керек деп айтады ғой, жіберу керек деп. Менің өзім танысым бар, үйіне қызды әкеліп тұрған кезде 22 жасында. Балам қоя тұрасың, қазір жағдай жоқ деген. Қазір сол танысым 40-қа келді, бойдақ. Неге етсең, болды ма үйленбеймін дейді. Үйленем деген кезде маған рұқсат бермедіңдер ғой дейді. Мен саған осылай комфортно, маған комфортно дейді. Маған да комфорт плюс. Оларды да кінәлай алмайсың, иә, шынымен. Иә, не үшін кінәлайсыңдар, мен сол ғой. Мен кінәлап тұрмын ба?
өмір бақи кінәлап үйленбей қалған кісілерді айтып жатырмын мен енді Мен де алдым. қазіргі таңдауына кінәлай алмайсың ғой. үшеуміз үйленгендіктің рахатын айтып отырдық та сен осында мотивация алу керексің. болды құдай қаласа. Конечно. Дұрыстарын айтпаймыз, оны өзің көр. Бұл да пародия ма? Негізі бар ғой, мен өткенде бір жерден оқыдым. Біз қазіргі таңда жігіттер, қыздар үйлі баспаналы болуға тырысамыз ғой. Мысалы, белгілі бір деңгейге жағдайымыз жасап алуға тырысады екенбіз. Әсіресе үй мәселесі. Қыздарды білмеймін, әрине негізі қыздарға шама келіп жатса алып алған дұрыс сияқты, бір әйтеуір өзіңнің любой адамға жігіт келеді. Бірақ мысалы жігіттердің Дидардың оған шамасы келген жоқ. Үйленгенге дейін мысалы үйлене келе алдық қой, бірақ көп жігіттер уақытының көп бөлігін соған жетіп алайын деп жоғалтып алады, мысалы өздеріне сондай мақсат қояды. Негізі үй алу ол басты мәселе емес екен. Егер сен ай сайынғы мысалы қазіргі орта есеппен квартираның бағасы қанша? 200 мың теңге дейікші. Алматыда ма? Алматыда. 200 ба? Алматыда қиын. 250 ма? 400 мың ғой. Однокомнатныйлар 200. Однокомнатный 300 мың. 350, сондай болып кетті ма? Енді жоқ, ол андай өзімізше болғанымыз, біз ипотекада біздің квартирамыз, бірақ әйтеуір бізде тұрдық қой, біз 175 мыңға тұрғанбыз осыдан 3-4 жыл бұрын. Бірақ жалпы айтқым келгені, егер де сіздер ай сайынғы пәтер ақыны жаба алатын болсаңыздар, оның өзі сіздер үшін плюс екен. Яғни сіздер үйім жоқ екен деп қайғыра беруге болмайды. Мысалы пәтер ақын жаба алатын күшің болса, шамаң болса, одан ары қарай өмір сүруге ақшаң жететін болса, сен өзіңе сенімді түрде үйленуге де болады екен. Яғни үй алу ол басты жаңағы ақша туралы кітап қой, басты дәреже емес екен, басты бір деңгей емес екен сенің көрсеткішіңнің, ақшаңның барлығын. Үй алмаяқ та біз бай бола аламыз, квартирада тұрып жүріп ақты дейді. Бірақ қыз балаға қарағанда ұл баладан сұраған жарасады да үй бар ма деп. Ол само собой, бірақ бастапқыда деген ғой. Қыз баладан үй бар ма екен деген бір түрлі ғой. Бірақ мен осы нәрсенің бәрін біз қазір айналамызды көріп жүргеннен кейін менің өзімде мақсат ше, қызым 20-ға толғанша мен 3 қызға 3 үй алып қоямын. Иә, ол мысалы ата-ана ретінде біздің ойлаймыз. Жалтақтамасын деген мақсатта ше. Біз қалай өстік? Біз 90-шы жылдарда біз кішкене жоқшылықты көріп өстік та. Көрші үйден нан сұрап кел. Макарон ала тұршы кешке дейін. Пістем ала тұршы кешке дейін. Тұз бар ма деп. Мамам келгесін жұмыстан береді, тұз сұрап кел деген нәрселердің бәрін көріп өстік та. Ол нәрсені уже үйдегілер көрмес екен деп ойлайсың да өзің бала шағаң. Көрсету керек қой негізі. Бірақ бір жағынан ол да дұрыс. Жоқ, сөз жаны бар. Бәсе, шошып кеттім. Шет жағасын көрсетіп қою керек деген нәрсе де бар. Өйткені даңдайсып кетеді деген нәрсе де бар ше. Бірақ оның бәрі тәрбиемен келеді ғой енді. Тәрбиемен сен бала шағаңа балаңа қалай жеткізесің, солай қабылдайды деген нәрсе ғой. Өте жаңағыдай қиыншылықта өсіріп әдейі. Түріктердің бір видеосы бар еді, балам біздің қаланың сыртында, біз саған осы күнге дейін айтқан жоқпыз, 3 бөлмелі үйіміз бар, үлкен бағымыз бар, және 50 миллион видео, 50 миллион долларымыз бар, 50 миллион доллар жоқ бізде дейді. Соңында айтып келе жатады, 3 бөлмелі пәтер, үлкен бағымыз, 50 миллион доллар саған айтқан жоқ болатынбыз, айтатын уақыты келді. Ол жоқ. Өзің бірдеңе қылып өмір сүр дейді. Страшный пранк қой. Иә, негізі бала сонда кәдімгі күшті қылып тыңдап отырады. Ол қарапайым адамдардың түсіргені, түріктердің сондай. Мен де сондай күтіп жүрмін, папа бір. Бай шығар, айтпай жүрген шығар деп. Папа айтпай жүрген маған бар ғой. Әлі сенем. Сол күйі айтпай кетсе. 80-ге келіп, кім айтпады? Может, жазып кеткен шығар. Бірақ оған шыдай алған біз ғана сияқты, кейінгі балалар ондайға шыдамайтын сияқты. Мысалы біз көрген, енді бізден гөрі сіздер көбірек көргенсіздер, оның алдында да қиналған ғой адамдар. Заман сондай, мысалы біздің өзімізде де менің сестраларым айтады ғой, ой біздеріміз көрген, сендер көрген жоқсыңдар дейді. Менің шешем айтады, сестраларым біздің көрген. Менің мамам мысалы бүйтіп тау қылып кір жинап тастап, соны қолмен жуып отыратын көрген мен көзіммен ше, қол дейтін жарылып кететін. Сосын мен кішкентайым, мама көмектесейінші деп ана кірді сығысып көмектесетін мамаға ше. Жаным ашитын, мама болды ғой деп ше, бітіріп тастауым керек, ертең жұмысқа кетемін деп ше. Түнімен кір жуып. Бір аптаның кірі ғой ол. Иә, бір аптаның кірі. Оның алдындағылар жаңа соғыстан келген азаматтар көрді. Оның алдындағылар ашаршылықты көрді. Сөйтіп мә натуре. Сол енді қазір дамып келе жатыр ғой. Қазір мысалы бірдеңе етсең, ту не болды, стиралкаға кір салып тастап, посудомоечный жаңағы ыдыс салып тастауға ерінесің ба деген әңгіме. Иә. Олардың да өздерінің бір қиыншылықтары пайда болып жатыр. Кейін айтып отыратын. Робот пылесос жіберіп қойғанға ерінесің ба деген әңгіме ғой, мысалы айтқан кезде.
одан кейін қазір не шығатынын білмейсің ғой ары қарай. Ойлаш робот пылесосты қосасың, шаршайсың деп айтатын сияқты кейін. Ситуация ойлаш. Оны қолың талады Блин, басып бір адам керек еді кнопка басатын деп па. Сондай. Алшы сондай біреу дейтін Ол сияқты. адамның нәпсі тоймайды ғой еш нәрсеге. Мысалы сен қазір геленваген алсаң, болды гештальт деп ойлайсың да. Қаяқтың одан кейін тағы бірдеңе шығады. Сен Rolls-Royce мінгің келеді. Үйде сондай. Сен 300 квадраттан 500 квадратқа көшкің келеді. Одан 600-ге көшкің келеді. Адамның нәпсі тоймайды еш нәрсеге. Значит, Ол мен қалай берсем екен дейді. Просто нәпсін тежейтін өзің. Игеретін өзің. Игеріп оның бәрін орнымен пайдаланып отырсаң, сол кезде бақытты өмір кешуге болады деп ойлаймын. Иә, барыңды бағаласаң ғана бақытты бола аласың, иә? О, молодец. жасқана. Бар бұда. Аздап бар ондай. Негізі Ұшқындары бар ондай. терең жігітпін ғой, философ, просто нелеп отырып, қырта беремін. Ауырам кішкене. Кішкене ауырам. Терең ойлы да, терең жігітпін деген емес. Терең ойлы, терең, сен не ойлап отырсың? Мен бірдеңе ойлағандықтан айттым ба, жай айттым, терең жігіт деген жоқ қой, терең ойлы деп қана айтты. Глубокий человек деп айтады мысалы. Глубоко мыслящий дейді. О, тілім келмейді ғой. Глубокий жігіт. Ағамыз біз ұрса береміз. Жоқ, біз ұрса береміз, осылай нормально. Мен негізі енді Іңкәр ханым болса, Іңкәр әпке болса өзінен сұрайтын едім, бірақ өзіңізден сұрайын, сіз қандай күйеу боласыз? Жақсы күйеу боламын мен. Өзінен сұрасы. Кім өз-өзін жаман? Мен екі жаққа бірдей қарайтын күйеу боламын. Рас айтамын, ол бір осыны ертең ата мен енем көріп отырса да дұрыс айтады деп айтады. Мен екі жаққа дұрыс айтам ата апа деп сөйтеді. Мен көмектесем бе, екі жаққа бірдей көмектесем. Әкеме көлік алып бердім ба, қайнатама көлік алып беремін. Сол дұрыс деп ойлаймын. Әрине, конечно. Бөлу деген нәрсе ұнамайды маған. Мен жаңа ұнатпайтын нәрсе анау сол ғой, достарының көзінше әйеліне ұрсатын, сосын қайынжырына бармайтын еркектер болады ғой. Өзің барып келші дейтін. Жоқ, неге күшті ғой? Барам, араласам. Өзі біз Алматыда тұрамыз, Атырауға айда жылда бір барамыз. Аралап қойды. Бір барған кезде олар қуанып кетпесек, Алматыға келгенде қуанып қарсы алмасақ, онда ол не? Сіз өзіңіз эмпат адам болып тұрсыз ғой, значит. Эмпат адамсыз ғой. Импотент. Импотент деді. Эмпат дейді. Эмпат адам. Түнгі аламан деп рекламатор жіберейін ба? Витаман деп рекламатор жіберейін. Жылқышпай шықса. Қала сен осы тол берсін. Бұны не істеймін деп. Эмпат адамдар болады андай, эмпат. Жүрегі жұмсақ. Барлығын ойлап тұрады, ситуацияны түсініп тұрады, ыңғайлана алатын өзінің моментінде. Оның атын әдемі қылғанда негізі эмпат деп. Иә. Бірақ негізі Екінші орынға қоя алатын адамдар болады. Мағынасы жақсы да аты жаман екен, е? Эмпат дейді ме? Эмпат. Ампакинг деген сияқты екен, е? Алғашқы некетіні ғой. Ой, ауру, мынау. Осындай шуткамыз бар өткен. Осыдан кейін де ғой. Монтаждан кесіп алып тастайсыңдар ма? Алмаймыз аға, кете берсін. Жоқ, вообще. Мені ма? Бұлай. 3 адам отырса. Ерболсын, крупный алшы дейік үшеуін. Шеші қарап әңгіме өтсіңдер өздерінен. Мен енді андай үйде бізде кейде мен үйге айына 1 рет немесе 2 рет үйде керек емес. Осы босқа тұрау дейтін заттар 4 күнге жіберемін да, китайский сумкаға салып. Сіздерде ондай нәрсе бар ма? Арасында дикой кетіп қала ма? Бізде мынандай прикол бар. Мен қайнапаларыммен, балдызыммен Іңкәрдің арасында ала сумка дейтін әңгіме бар. Мен кетіп бардым дейді. Ала сумка ма деймін, иә дейді, өзі біледі ше. Өзі үшеуінің, 4-еуінің арасында ала сумка жүреді. Сыймай қалғандар андамында, сыйғандар андамында деген сияқты нәрсе ше. Ол бар. Сосын жалпы манағыдай керек емес нәрсені міндетті түрде ауылға. Бізде 2-ге бөлінеді ол нәрселер. Мына жаққа кетеді, мына жаққа кетеді, мына жаққа кетеді деген сияқты 3-4 сумка кетіп отырады. Ауылдаларды кемсіту емес па бұл? Неге? Білмеймін, просто айтқан. Міне сен әр жерін осындай бірдеңе тауып аласың. Әңгіме болсын деп отырмын, просто кемсіту емес, өйткені бізде солай алдық қой. Мен ағамның киім киіп өстім мен. Адам ту бойғы жердің рас. Жоқ, біз ғана солай кемсіт аламыз, потому что біз өзімізге солай істелді ғой. Істелді, мы имеем право, да? Жансая сияқты болып батсың же. Иә, мен соңғы кездер досым танымай баратырмын мен. Ойбай, да құрбым десе. жоқ, мен мысалы сол нені салған кезде, оны мен стендапта да айтқан болатын, бір кісі жеріпті да, болмайды олай деп.
жаңағы күйеуіңе айтпай тығып үйтіп беруге болмайды дейтін. Айтпаймын не? Айтпай да бере беремін. Айтып та өзі бүйтіп орап бүйтіп скотчтап та жіберіп салып жіберетіні бар ол кезде де дейтін. Жоқ, енді оны Дидар өзі айтқан. Бірақ негізі всегда салып жібереді өзі. Дидар айтқан, мен вообще шаруам жоқ, өзің біл деп. Енді оның ішінде кеткен нәрселерде де қалай айтса болады, бір отбасының бірдеңесіне нұқсан келтіретін немесе кухня шкаптың жартысы жоқ па? Дидардың бір білмей қалатындай заты жоқ. Бірақ дегенмен, мысалы мен оны бөліп қайын жұртыма өзімнің ата енеме бермей қалып, олардан қызғанғандықтан емес, ай осы ол кісілерге керек емес ау деп ойлап қана нетемін. Сөйтіп бөлемін да. Мысалы бөлгенде емес, ол кісілерге ешқашан ондай бармаған. Апарсам жаңағы бір сыйлап бірдеңелерді сатып алып барам, үйдегілерге де солай алып барам. Бірақ үйдегі керек емес дейтін киім кешек болсын, сіңілілеріме жіберемін деген сияқты. Қалған бәрін төркінге тасып жатсың, иә? Қалған бәрін төркінге тасып жатырмын, иә. Дико жаққа ештеңе жібермейсің? Жоқ, ол кісілерге жоқ, ештеңе жібермеймін. Вот міне. Ол мен қызғанғандығымнан емес деп айтып отырған жоқ па? Ол жағын уже кесіп тастаймын монтажда. Жоқ, иә, давай. Монтаж. Дико сен қалай қабылдайсың? Менің әкем мен шешем өздері бөлек тұрады. Астананың қасында Қоянды деген жерге. Ол жерге біздің андай, мысалы, ауылға жібереміз, мысалы, мен мына көйлегімді жіберуім мүмкін. Бұл менің көйлегім үйге вообще қажет жоқ. Өйткені ол үйде андай киетін адам жоқ, балалар жоқ. Алдында өзі кәдімгі скотч таппай ғой, мен күлкімге кетті жандай. Бүктеп тұрып скотч тап жатыр ғой, бейтіп салып ше, соны реттеп, барлығын жазып. Сыртынан қарап, сорлы неге бәрген білмейді ғой шледі дейсің ба? Сөйтіп бер жерін үйдегілерге әр не сайын жіберемін. Бірақ сол кезде бір кісі айтады да, болмайды, еркектен сұрап, рұқсат сұрап жіберу керек. Еркек білу керек неге етіп жатқан. Тіпті надо будет жаңағы төркінге ештеңе бермеу керек, әйел кетті ма, ол жақтан кетті деген сияқты. Өзім затымды өзім білетін шығар мен. Жоқ, енді төркінге ештеңе бермеу бірақ білу керекке келсем. Жоқ, ол енді мен жіберіп жатырмын, осыдан басқа кімге айтамын, енді Дидар ол салып жүретін адам ғой. Сен Дидар білмейді дедің ғой. Жоқ, енді андай салып жібергенімді білмей қалатын ешқашан болмаған. Бірақ сен айтпайсың. Не беріп жатқанымды білмейді деген ғой. Так, пачка долларлар кетеді. Солай, героин. Бәсе неғып баймаймыз деймін. Ауыл қорғаннан кейін. Жансая товар келді десе. Дидар біле ма? Дидар біле ма товар? Енді андай Дидардың рұқсатынсыз бір Дидардың киімдерін алып салып жүру деген жоқ. Любой нәрсе ғой. Дидардікі болмаса да жалпы кетіп жатса біліп тұрған дұрыс қой деп ойлаймын. Енді ішінде не кетіп жатқанына дейін білу дұрыс па? Тұзды ма? Тұз емес, жалпы деп жатқан ғой. Жоқ, енді білсін, бәрібір біледі не беріп жатқанын. Еще салады. Не оттап отырмын, саласың ғой сен еще. Өзің саласың емес пе? Дико жақсы бүйтіп күшті қылып нетіп реттеп салып береді бірдеңке өз-өзіне қарсы жатсың ба, не отыр қазір? Жоқ, ұмытып кетіппін деп жатырмын ғой. Тығып ештеңе беріп жатқан жоқпын. Тазамын, антикормен келсеңдер. Налоговый дейсіз ала. Иә, таза. Дико егер үндемей саған айтпай беріп жүрсе ренжитін бе едің? Ренжімеймін. Ол дейін Дидар оны беріп жүретін емес, ол ақшалай беретін шығар, әр кетсе. Ақшалай берсе ренжисің ба? Дұрыс қой, ренжімеу керек қой. Ол немеге ренжисің? Сенікі де ата-ана, оныкі де ата-ана, бәрі ата-ана ғой. Барлық ата-ананы сыйлау керек. Просто мен побольше беремін. Сондай бірдеңе істесек, жоқ, қалжыңдаймын, ондай жоқ. Бізде негізі шынымен андай Котел общий ма? Общий. Бірақ біз міндетті түрде егер де үлкен сумма алатын болсақ, беретін болсақ, біреулерге ескертіп айтамыз. Мен беріп жатырмын, жіберіп жатырмын әйтеуір деп. Мысалы, өткенде Дидарға айттым, осындай нәрселерді осылай жіберсем бола ма, бөліп дедім да. Жаңағы қаржыдан. Соны айтты, бізде білесің ғой, там 100 мың, 200 мың теңгеге дейін суммаға дейінгі нәрсе, там айтып та қажеті жоқ, өзің реттей берсең болады деп. Өйткені жаңағы үй жақтағыларға сөйтіп бөліп берсем деп өзімнің немнен деген ғой, тапқан табысымнан. Бірақ біз бәрін ортаға құямыз. Ортақ саламыз. А вот маған кететін ақша. Иә. Иә, қызық қалдыңыз баға? Ол енді ол рұқсат сұрамаймын. Ол кете береді. Бұл кісі толтырады, ол мен кете береді. Сондай. Мысалы, мынандай нәрсе ғой, ол айдаламда қажеттілік көп қой. Ой, көп. Осы нәрсе мен мысалы пособие, қайдан неге батыр шаруам жоқ. Қайда жібересің, не істейсің, ол даже кей кезде өзі жинап, қомақ ақша шығарып алады оны ше. Знаешь, что өзіне сондай керек болып тұр ше. Ал өзінің жарататын, мысалы менен ғой бәрібір енді. Бізде общий котел дейтін жоқ, мен. Осыған қажет болып тұр, бірақ карта соларда деген сияқты нәрсе ғой. Бірақ қыз баланың қажеттілігі көп. Мен әйелімнен бөлек, үлкен қызым бар, одан кейін қызым бар. Қажеттілік көп. Олар бірінікін бірі еще ала қоймайды ғой. Ондай жоқ қазір.
әркім өзінің заты. Бұрын біз бір біріміздің киіп пайдаланып сынғанша бірақ андай тозғанша. мысалы бұл енді конечно андай адекватты романтизациямен қарап отырып қой бұл нәрсені. Иә. Мысалы ақшаны берекелі жарататын еркек бар, берекесіз жарататын еркек бар. Также берекелі жарататын әйел бар, берекесіз жарататын әйел бар. Финансовый грамотность керек қой. Адамның Қаржылай типажына қарап, сауатты. болмысына қарап, өткен бэкграундына қарап тапсыратын шығарсыздар сіздер. Мүмкін кейбір адамдар бар, которые әйеліне или еркегіне тапсырмайды, өйткені берекесіз жарататын біледі. Уже талай күйгеннен кейін, жоқ мен бермеймін деп айтады. Значит, ол жадность емес, значит, ол бір мынау ред флаг әйел екен ғой, мынау ред флаг еркек емес, еркек екен ғой деп те том пішуге болмайды дегенім ғой. Жоқ, ондай жоқ. Мен мысалы өзім Лудомания ондай жоқ қой да. Жоқ, қазір слабость көп қой еркектерде. жоқ, о жалғыз слабость мен аға. Кетті ғой. Жоқ, мысалы мен өзімді мойындаймын. Мен дұрыс жұмсай алмаймын, сондықтан бізде Дидар. Жалпы бас көз болатын реттейтін Дидар. Мен де сұрамаймын. Тикода ғой. Мысалы. Қойшы, Галаның ақшасын сен ұстайсың ба? Кейбір Неге? бөлігін. Мен де берші. Көп ақшаң? Жоқ. Бәрін жан жаққа таратып Жоқ, отыр. бұл ұстап қояды да сосын Дикоға беріп Мен де қояды. андай немін, типа, Дикодан. Бұл парфюмер. Сондай бір. Жақсы көресің ба? Қолтық не сен? Бұл уже басқа не уровень өтіп кеткен ғой мен. Цитрусы, не цитрусы Бұл ондайларды өтіп кеткен, бұл орғандай кожаный ременнің иісі дейтін бірдеңелерді ше. Андай күл подъездный истерін айтып жатыр. Өліктің Иә, вот. Сондай неге өтіп кеттім да, сояу жақтан шашап уже қайтадан андай базовыйға түсіп алып. сен хоббиң парфюм ба? Мен өте қатты жақсы көремін. Қойшы. Микрофонға ала ғой. Полкасында осындай полкасында орын қоятын, даже жаңа парфюм қоятын орын жоқ. Бермейді ғой сыйлыққа. Ол өзіме истерім ғой. Жоғын жалығып бересің емес ме бүйтіп мәңді? Араластырып шашасың ба? Жоқ, жалыққандарды берем, иә, Араластырып шаш. Сол уровеньде сол сізге. Короче, ана құр парфюмнің өздері өтпей, Жоқ, екеуін араластырасың. құйып, араластырып, сояқтан бір бәлелер шығарып, сондай бірдеңке болып отырмын, короче. Кейде бар ғой, үйге келген кезде, терезені ашыңдаршы, жүрегім айнып жатыр деп. Өз-өзінен жүрегім айнып кетті кейде. Мен сөйткенде. Жуынайыншы деп орамал берші деп кетеді ғой, андай жоқ, өзі таксиден. Эксперимент жасаймын, көп эксперимент жасаймын. Анамен араластырып көремін, бейсіз. Сондай бір. Сондай ақша көп құртады. Үйленеді ғой, бәрі қалады. Қалады. Сол үйленгенге дейін істеп ойнап отқан ғой. Ата проверенный истермен жүреді. Бұл үйленгенге дейін бәрін істеп көрді бұл. Бәрі. Бәрін істеп көрді бұл. Үйленіп алып. Бәрін біліп тұр дайын, в общем. Қойшы, жарайды. Енді үйлену қалып тұр ғой, в общем. Бұйырса, тойым жүріс беріс қоя, рахмет. Ол күні бос емес пе? Оқас жоқ дейді. Ол күні заказым бар ма? Бұл әйтеуір келген қонақтың бәрін өстіп алып та отыр. Алдың пайдаланып. Кеше машинамен олды ше? Кеше бардым да, иә. Кстати, Жанболат ағаның Коко авто, иә? Коко авто. Коко авто дейтін шетелден Кореяда ма нақты әлде? Иә, Кореядан. Кореядан Қазақстанға машина таситын бизнесі бар. Кәдімгідей ешқандай алаяқтық несі жоқ. Или че? Автосалон. Автосалон, абыройы жақсы. Аға. 450 машина кіргіздік дедіңіз, 4 жылда 450 машина кіргізді. барлығы аман есен кіріп жетті. Ертесі Жансаяға машина алатын болсан, Коко автоға айтсам болады. Скидкамен істеп бересіз ғой? Кеше. Бер екенді. Бер екенді. Онда маған бір лимен сайт. Болды? Мін? Оригинал. Болды. Кеше теория тапсырдым. 40-тан 35 алдым. Жақсы ғой. Рахмет. Енді практикам қалды. Сосын бос отырам ба праваға қарап? Практикадан құласа кетіп қалып жүрсің. Рамазан деген дұғалар қалды деп. Бүйте берсең қайта. Парик болса түсіп болса. Дико өз машина емес пе? Сон. Дико машина. Мақұл бопты. Сен де қаламайды екенсің ғой. Сен де қаламайды екенсің ғой. Мен машина алғаным. Кино жайлы айтайық, ұмытып кетіппіз ғой. Сол шошып кеттім ғой. Не ақтардым? Келген мақсатымызды. Иә, донердің абайын айттым, анан айттым, деп. Бұның өзің, иә. Иә, сіз жақында. 23 сәуірден бастап отбасылық мүшел жас деген кино шығады, комедия. Отбасы туралы. Барлық кинотеатрларда Қазақстанның. О жерде де бір отбасылық құндылықты қозғаймыз. Отбасында әке қандай болу керек? Үйіне, отбасына уақыт бөлмеген әкенің өмірі ғой. Сол соңында не болады?
Ол еще мүшел жаста болады, мүшел жаста болады. Неудачалар болады, жаңа келеңсіздіктер болады өмірдегі. Семьясымен бірінші рет жолға шығады, өзінің семьясын тани бастайды ғой. Адам танығың келсе сапарға шық. Иә, адам танығың келсе сапарға шық дегендей. Жолда қызықтар болады, соңы жақсылықпен бітеді. Драмедия. 23 сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсеңіздер болады. Аха. Сіз мүшел жасам өзіңіз Главный рөлде мен, өзіңіз сөйлеуде. Толқын, Рауан. Толқын Забирова. Толқын Забирова? Жоқ. Актриса. Недегі ма? Келінжандағы? Иә. Толқын. Толқын. Иә. Келінжанда ғана директор Қылышбек Темірбекұлы сіз дейтін ше, сол кісі. Келінжанды көрмеппін. Көрмегенсің. Қалай сен көрмегенсің? Толқын мен сырды көрмеген сияқты ғой. Назары нет, брата. Әдем. Бір. Мы дополняем друг друга. Мы Жаңа команда. монтаждан кесіліп отыр еді ғой. Мы команда. Мы подгадываем, чувак. Ледникова Перусов. Ледникова Перута Ситпен. Иә, сол ғой. Көрдіңіз ба аға? Бәрін көрдіңіз ба? Сен күштісіңдер. Иә. Отрывын айтып берші. Қайсы? Мы очень тупые. Дейтін ба? Мен дейтін. Вызывай, сильнейший. Дейтін. Сөйтіп, соны айтмаған. Иногда я писаю в твою постель. Ойбай, құдайна, халық көріп отыр ұят болды. Шыға тұрасыздар ма? Сәл қуып кеттік өзімізге кетіп. Енді біз жобамыздың соңына жақындап келе жатырмыз. Аға, сізден сұрар жастарға, көріп отырған көрермендерге бір өмірден қоңыр тобының репертуарынан Сөз бергенде. бір тұжырым, лайфхак, немесе бір сырыңыз, өзіңіз түйген өмірден кез келген жастарға, әсіресе жігіттер жағына болсын, дейтіндей. Дейтіндей деп қоңыр. Кез келген нәрсе, махаббат өмірде, мысалы біреулер осы пайдасы болады. жаңағы балаңа көңіл бөл деген сияқты. Инсайд. Или ән айтсаңыз болады, қара көзіме. Жақпай қап-қара. Ақыл демей ақ қойық, бірақ мүмкін кеңесіңіз, ойыңыз. Бағанадан бері айтылып отқан нәрсең бар, сол емес пе? Сол не? Жалпы енді өзіңіз қорытынды бір. Или айтып қойсаңыз, рахмет. Сүйген сүй, сүймегенге жолама. Жоқ, солай қосылып тұр ғой. Жоқ деді, сосын кішкене алшақта кетіп еді, қыз өзі келді. Қасыңда жүрсем қадірім саған жоқ екен. Біз тұжырым шығарайық. Міне, махаббатынан, махаббат майданында қайтқан жоқсыз. Майдан. Иә, күшті күрестіңіз соңына дейін. Иә, сол жеңіске жеттіңіз, Аллаға шүкір 5 бала бар. Жеңісі 5 бала ғой. Жеңіс, иә, 5 бала, 5-тен өлшеді. Сосын барып енді қараңыз, екіншіден. Кіммен? Смотря. Қоша. Сөйтіп екіншісі қараңыз. Қиыншылықты барлығын бірге көріп, көтерілдіңіздер, қашпау керек, қорықпау керек, жауапкершілік болу керек. Сосын барып жаңағыдай қыз баланың не айттыңыз? Қыз бала гөр. Қыз баланың. Жоқ, оны неге сен айтып бердің? Аға өзі қорытындылай салсын. Мен айтып отқаным ғой сондай. Сонша айттым. Махаббат бар. Жалпы махаббат бар. Просто сол махаббат сезіне білу керек деп ойлаймын. Сосын қосылған кезде ең бастысы әйел еркекпен жаңағы үйленем деп қыз бала болсын, болмаса ер адам қыз балаға үйленем деген кезде меніңше бірінші сол махаббат болу керек сияқты деп ойлаймын. Қалған барлығы болады ғой. Мынандай нәрсе емес та, жаңағы сенің үйің бар ма, сенің жағдайың бар ма деген нәрсе емес. Шын махаббатпен қосылсаң, ол қиындыққа да бірге төзесің. Өйткені қиындыққа төзбейтін жағдайға келген кезде махаббатты ойлайсың да. Мен неге мен бұған біліп шықтым ғой. Мен любой нәрсені адам біліп істейді ғой жалпы. Сен егер де жігіттің жағдайы тең-теңімен тезек қабымен дейді, сенің жағдайың жігіттікін біліп тұрсаң, сен егер мен жоқ, мен бақытты болмаймын десең, тұрмысқа шықпайсың. Ал егер мен бақытты бола алмаймын, бірақ көрейінші десең, ол кезде жолың болмайды. Жоқ, мен бұл жігіт жақсы көрем ғой, бізде махаббат бар ғой, мен осымен бүкіл жаңағы қиындықтың барлығынан өтем десеңдер, онда шынымен шын махаббатпен қосылу керек та. Сосын махаббат деген нәрсе бар, бауыр басу деген нәрсе бар. Меніңше, мен келіншегімді 6 жылда өзіме бауыр бастырып алдым деп ойлаймын.
Ты комфортик, да? Колхозник дейді. Комфортик, комфортно Сен ты. тең ампакинг бірдеңе айтып отырсың ба? Эмпат, комфортик. Қазақша сөйлеші. Комфортинг. Егер де бауыр басса, ол кезде махаббатта болады. Бауыр басу деген нәрсе қыз бала өзінің артында апора бар екенін сезіну. Ол жаңағы ағалық апорадан басталып тұр ғой. Басында аға деді ғой. Иә. Содан кейін барған, содан кейін уже махаббат пайда болады, қимастық пайда болады, сезім, жақсы көру. Сөйтіп 5 баламен бітеді. Әдемі. Иә. Бес баламен тоқтамасын. Көбейе беріңіздер. Сүйіңіздер, өмір сүріңіздер. Кайфуйте. Махаббатқа толы болсын өмірлеріңіз. Романтик болыңыздар. Абьюзер деп Сіз романтик. Себепсіз гүл беруді үйреніңіздер. Әдемі. Күшті. Өйткені бізде семьяда жұма гүлі бар, Мә? ораза гүлі бар, берілетін ше. 30 күн бересіз ба? 30 күн бересіз ба? Осыланып қалды. 3-тен берем, 30-ды 3-ке бөліп тастадым десең. Туған күннен бөлек, сегізінші марттан бөлек деген нәрсе бар да. Әдемі. Ол нәрсені сен үйдегі ұлың, қызың көріп өссе, Жаман болмайды. олар да өскенде соны қайталайды да. Кей кезде мен даже өзім ұмытып кетіп баратсам, менің үлкен қызым айтады: "Вы давно маме не дарили цветы" дейді. Сондықтан да бұл себепсіз гүл деген нәрсе ше, біз еркектер басқа қараймыз ғой, иә. Әйел адам гүлге басқаша қарайды кала. Былай қарайды. Мен мысалы бүйтіп гүлді алып келем ғой. Мен ана гүлдегі әйелімнің состояниесін, сосын ана жаққа киініп, ана гүлді қалай вазаға салып, оформить етіп істейді ше, искусство ғой. Ол гүлді әйел адам ерекше жақсы көреді. Сондықтан да жігіттер себепсіз гүл беруді үйреніңіздер. Иә, дұрыс айтады. Біздің үйде датабанда кесетін не дейін бар ғой? Секатор. Иә. Жоқ анау. Гүлдің сабағын Сіздің кесетін. үйіңізде 3 гүл бар ғой. 3 гүліңіз бар еще. Иә. Гүл көп екен үйіңізде. 3 гүл, 4 гүл. 3 қыз. Әйелім бар ғой. 4 гүл. Кешіңіз. Әйелімді адыраспан деп отырсың. Гүлде өші не бар? Жібек мата, иә? Торғын. Ойба. Торғын дейтін сүйсірінген несі да? Иә. Жібектен де выше мата. Торғын деп аталады. Так что біліп жүріңдер. Рахмет аға. Көп келгеніңізге уақыт бөліп, осындай әдемі әңгімеңізге, айтқан ойларыңызға бізде кішігірім сыйлық бар. Әртүрлі сыйлық бере береміз. Қатты күтпей ақ қойыңыз. С собой донорды алып кетейін ба? Оны да алып кетсеңіз болады. Міне. Мына сыйлықтың сізге беріп жатқандағы еш мағынасы, мақсаты жоқ. Ешқандай өзімен бірге жүктеп алып кетпейді. Жоқ, әне Капибара. Капибара деген жануар. Астын көрсетіп тұр да маған. Үстінен көрсетші бейді. Мынау қыз ба? Қыз ба, еркек ба? Қыз ғой. Кеше Таиландтан келген. Жоқ, тоже гүл ұстап алған екен как раз. Міне, как раз, міне. Гүл ұстап алған. Мағынасын тауып берді осы жерде. Міне, бұл да себепсіз гүл сыйлайтын өзінің бабрюхаларына. Бабрюха. Капибара. Аға бұған мен қатысым жоқ. Айтпай өзім күшті таңдап беретін едім. Екі жігіттікі. Жалпы ешкім қатысы Жоқ. Поворотта мягкий ұшынат біреуін алсашы. Бірдеңе беру керек. Любой бірдеңе. Бар терге алшы. Жоқ, мен таңдадым, мойындаймын. Иә, сен таңдадың. Саған ұқсайды екен. Өз-өзіңе пародия жасапсың ғой. Бұл кісіде уже таңдау жоқ. Аз да болса көп тегеріңіз сырты бұға, іші жұқа сырты бұға ма? Жоқ, іші де сырты да жұқа. Сырты мата, іші пух. Көп рахмет аға келгеніңізге. Сіздерге де рахмет келгендеріңіз үшін, уақыттарыңыз бөлгендеріңіз үшін. Біздің тур болып жатыр ғой. Осы шыққан кезде, осы выпуск шығып жатқан кезде біз Қазақстанның көптеген қалаларында турда жүрміз. Қонақта Айшолпан, Дикожан Сая, мен үшеуміз турда боламыз. Қонақта Айшолпан. Мен Айшолпан емеспін. Астындағы сілтемеге өтіп, астындағы сілтемеге өтіп, өз қалаңыздан билет алсаңыздар болады. Сосын барып каналға тіркеліңіздер. Ұнаса пікір қалдырыңыздар, ұнамаса барлық адекватный сынға ашықпыз. Одан бөлек жеке Инстаграм парақшаларымызға тіркеліңіздер. Инстаграмда да белсенді болайық деген секілді реклама түсін, ақша алайық. Күшті емес пе? Несі жаман? Жақсы. Коко Джамбодан машина заказ беріп отырайын.
рахмет ұлдар қыздар келгеніңізге Рахмет, қолдап келесі кездескенше Ой. сау болыңыздар Сау болыңыздар. рахмет көп